Қазақстанда кинематограф бар, бірақ киноиндустрия жоқ. Қатып қалған бір қағида жоқ та. Сен былай түсіру керексің, сен бір киноның бір посылы болу керек. Какой-то бір комедиямен айырсаң, осы қазақтардың өзін айырсаң, менің ойымша әлемді айыра аласың сен. Кино комедия көріп қарқылдап күлген адамдардың жүрек ауруына шалдығу қаупі төмен. Келші Тимур, там кімсің, тағың бар, Шыңғыс, келші, қандай идеяларың бар? Біздің повесть, романдардың барлығы тұнып тұрған сценарий. Әр батырға жеке кино түсіріп, ол батырларды бір кинода ұштастырып кейіпкерлер. Подкасттарда бүйту керек, сөйту керек деп негізі айта береді ғой. Инициатива саған келді ма, окей, сен істеу керексің. Ондай командалар бар, жасай алатын. Біздің Голливудтан кем емес жасайды. Армысыздар, аса құрметті тыңдарман, көрермен. Армысыз, аса құрметті елімізге беделді кинопродюсер, актер Тимур мырза. Армысыз, аса құрметті беделді сценарист, ең сыни ойлайтын жайдарманшы Шыңғыс мырза. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Рахмет. Алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңіз үшін сіздерге көп рахмет айтамын. Енді әдептен озбайын, бірден сұрақтар легін қозғайын. Рұқсат болса? Конечно, кеттік. Жақында Daily Mail деген британдық портал бар, ақпараттық. Сол порталда қызық мақала оқыдым. Мақалада кинотерапия сұрағы қарастырылған. Онда жазылған былай. Жапондықтар 30 аллергиясы бар әйелдерді алған. Сөйткенде оларға аллергенді инъекция салған. Сөйткенде тең жартысына кинокомедия көрсеткен, ал тең жартысына кинодан өзге жанрдағы кинолар көрсеткен. Комедиядан өзге. Енді нәтижесінде кинокомедия көрген азаматшалардың аллергиясының ізі де қалмапты. Таңғалар жағдай. Енді олар оны былай түсіндіреді. Бана кинокомедияда күлкі тудырған эндорфин гормоны дейді. Банағы лейкоциттердің көбеюіне әсер береді дейді. Иммундық жүйені жақсартады дейді. Сөйтіп антителдар пайда болып, тіпті онкологиялық ауруларды емдей алады дейді. Енді осы ақпарат жөнінде сіздің пікіріңізді айтып жүріңізші. Қалай ойлайсыз? Енді жақсы жаңалық екен ол негізі, қуантатын. Енді бұл сұрақ меніңше, мен тек қана кино комедия түсіретін продюсер ретінде қабылдап қалмасын деп айтқым келеді көрермендерге. Енді көп жанр көп қой. Соның ішінде комедия деген жанр бар. Бәріміз сүйсініп қарайтын, енді Қазақстанда өте жақсы дамыған жанрлардың бірі. Енді біз қазақ халқы ойын күлкі, той-думанда жақсы көретін сондай халықпыз ғой. Енді соңғы кездері осы 10 жылдықта комедия киносы өте жақсы қарқында дамып, көрерменнің ықыласына бөлініп жатыр. Енді бұл жаңалықты мен қазір бірінші естіп тұрмын. Өте жақсы жаңалық екен. Сонда пайдасы тиіп тұр ғой енді, аллергиясы бар адамдарға. Ол енді жалпы енді айтады ғой, күлкі адамды жасартады дейді. Жалпы күніне бір 15 рет күлген адамның жалпы организмі жақсы жұмыс жасайды деген бір мақалалар бұрында да оқығанмын. Енді әрине күліп жүрген ол өте жақсы. Сенің көңіл күйіңе де, жалпы денсаулығыңа да, айналадағы адамдармен қарым-қатынасыңа да барлығына да жақсы. Сондықтан бұл енді ғалымдардың ойлап тапқаны ол бекерге емес, себебі жалпы енді организм соны сұрап тұрған болып тұр ғой. Өзім негіз комедияны көп көре бермеймін. Мен жалпы енді киноны қараған кезде енді комедия, біздің қазақстандық комедияларды одан сайын қарайсың ғой, енді ол отандық кино болғаннан кейін. Ал бұлай енді басқа жанр кинолар қарайтын болса, мен көбінде экшн боевик киноларды қараймын. Основа реальных событий, сондай шыны оқиғада болған киноларды қарап отырсам. Енді голливудтық стильде, жалпы батыстың түсірген киноларын қарауға тырысам. Соңғы кезде мен 5 кино түсіріппін, кинотеатрға шыққан кинолардың тізімінде. Соның көбісі менде енді комедиямен аралас жанрлар екен. Ол романтикалық комедия, жаңа жылдық комедия, одан кейін трэш комедия. Комедияның да өзі бөліктері көп қой. Боевик комедия дейтін нәрселер бар.
Ал енді соңғы 6-шы кином енді түсірген, ол Алла қаласа осы жылы шығады. Ол кинода өзім басты рөлде сомдаған болатын. Ол кино енді көбірек экшен, төбелес кино деп айтсам болады. Ол жерде де комедиялар бар, бірақ енді біздің Қазақстанда анау басынан бастап соңына дейін күлетіндей комедия емес, бірақ өзіндік ерекшелігі бар. Банаға айтып кеткендей, экшені көп, комедиясы аз, экшені көп. Енді өзім барлық жерде айтып жүрем, Джеки Чанның стилінде кино деп айтсам болады. Осындай кино түсіріп қойғанбыз. Сол кино Алла қаласа осы жылы көрсетеді. Енді нақты күнін айта алмаймын, қазір қашан екен. Монтаждық жұмыстар жүріп жатыр. Осындай енді жаңалық. Шәке, сіз не деп ойлайсыз? Енді ол анау, мысалы бұрындарда да андай эксперименттарды оқығам. Классический музыканы жаңағы кішкентай балаға тыңдатады да, и соның жаңағы бір определенный бір іс-әрекеттерін қарайды деген сияқты. Анаған басқа музыканы тыңдатады дегендей. И бұл жерде де тура жаңағы терапияға да ойысады. Ол жерде енді мынау кинотерапия болса, ол жерде музыка ғой енді. Енді екеуімен салыстырып қарайтын болсам, мысалы, ол жерде положительный, то есть жаңағы көңіл күйі бір қалыпты, бірақ жағымды эмоция тудырады да, ол классикалық музыка. И тура солай мына жерде комедияда жағымды эмоция тудырады. И менің енді өзімнің пікірімше, кез келген мысалы энергия, ол менің энергиям сізге қазір беріледі. Мен мысалы 1000 болып отырсам, менің жаңағындай настроением сізге беріледі. Мен мына жақта бүйтіп кісі болып отырсам, менің кісілігім сізге беріледі деген сияқты. Мынау энергия мына жаққа беріледі да, и сол сияқты мен жаңағы екі музыкамен киноның кішкене байланысын көріп тұрмын. Кез келген положительный деп айтайын, енді оның қазақшасын кішкене баламасын таппай тұрмын. Положительный эмоция, ол бәрібір адамға дұрыс әсер ете алады. Бәрібір кез келген көлемде болсын, ол өзінің бір терапия сияқты әсерін бере алады деп ойлаймын. Тек кинода ғана емес та. Но бірақ енді киномен жасаған ол әрине бір жаңалық болыпты. Енді тағы бір қызық ақпарат. Бағанағы мақаланы толық айтып жасалайын. Енді тағы да Мэриленд деген қала бар. Қала? Иә, Мэриленд. Қателеспесем, ақшта. Сол қаланың студенттері зерттеу жұмыс жасаған. Кинокомедия көрген уақытта зерттелген адамдардың кровеносный сосуды дейді ғой, қан тамыры ма қазақша? Қан тамырлары 22%-ға ұлғайған екен. Сөйтіп, кинокомедия көріп қан тамыры ұлғайған адамдардың былай состояниясы, жағдайы жаттығу жасаған адаммен пар екен. Сөйтіп, төмен жағында түйін айтады. 15 минут кинокомедия көріп қарқылдап күлген адамдардың жүрек ауруына шалдығу қаупі төмен деп келеді. Осы туралы не айтасыздар? Енді бағана айтып кеткенде ғой, енді екеуі де алып келген кезде бір тұжырымға келіп тұр ғой. Иә, пайдасы тиіп тұр ғой, не болғанда. Ол енді менің ойымша, бұл кино комедияда емес, менің ойымша. Ол кино егерде даже экшен болса да, адам егерде осы әсермен қарап, өзіне бана жақсы эмоцияны алатын болса, сол кинодан әсер алатын болса, ол маңызды емес қандай кино. Ол басқа кинодан да осындай әсер алуы мүмкін. Енді олар именно кино комедиядан осындай эксперимент жасап көрген болар. Басқа кинодан да жасап көрген екен оны. Бірақ енді пайдасы тисе, онда біз бекерге жұмыс жасап отқан жоқпыз. Халыққа пайдасы тиеді, жалпы барлық ұжымға, халыққа, өзімізге де бәріне пайдалы болса, ол өте жақсы жұмыс деп айтуға болады енді. Енді Шәке, сіз де жайдарманда жүрсіз ғой, сатирада былай дәрігерлердің зейнетақысын алатын бізге берсін деп па? Жоқ, мен ойлаймын, ол анау қандай фильмдер көрсеткен жазбаған ба ол жерде? Былай ашып оқып көресіз ау деймін, есімде жоқ. Мен енді өзім кішкене білмеймін, басқалар қалай ойлайды, мен комедияны бәрібір бөлетін адаммын. Өзім мысалы, жайдарманда да әжептәуір бір жасаған жұмыстарымыз бар, көрсеткен выступленияларымыз бар. Мысалы, сол бойынша енді саралайтын болсам, өйткені мен комедия түсірген жоқпын. Сол бойынша саралайтын болсам, мен болады өзі бөлем тупой юмор деймін да. И сосын кішкене интеллекті бар юмор деп бөлем өзім. И сонымен мен жаңа айтқым келіп тұрғаны, бұл қандай фильмдерді көрсеткен екен. Егер тупой болсын, интеллектуальный юмор болсын, бәрі бірдей араласқан комедиялар көрсетсе, онда мен жалпы
юмор біреу ғана дегенге келсем қазір. Ал егер ондай болмаса, онда мен бәрібір жаңағындай бүйтіп саралап бөлетін адамдардың қатарындамын. Просто соны сұрай салайын деген ғой жай. Енді Тәкең может басқа ойда шығар. Енді ол Америкада или Англияда жасаған бір не болса, эксперимент болса, олардың киноларын енді сондай нәтижеге баратындай, ол соншалықты бір басталғаннан соңына дейінгі бір комедия күлетін кино болса, онда білмеймін ол қандай кино екен. Жалпы енді кинода структура деген болады ғой, барлық жерінде күлдіртіп қоя бермейсің да. Онда просто КВН-ға или басқа бірдеңеге бара салғанмен бірдей болып кетеді да. Кинода бұл структура болу керек. Басы, ортасы, аяғы деген кульминационный моменттер болу керек. Адам бір переживать ететін моменттер болу керек. Оның проблемасы болу керек кинода. Ол барлық кино дейтін андай бола бермейді. Ол күшті болып, өзімен-өзі күшті болып басталып, күшті болып бітіп кетпейді да кино. Етпесе ол кино бір қызықсыз просто өтіп шығады. Соның проблемасы болу керек. Ондай жерде проблема бар жерде білмеймін, күлдіртіп проблеманы көрсетеді деп айта алмаймын енді. Киноның түрі болады ғой енді. Сонда қарау керек қандай кино екен. Бірақ енді Қазақстанда біз түсіріп жатқан, жалпы менің болсын, басқа продюсер, режиссерлардың түсіріп жатқан кинолары қазір енді халықтың ықыласында, енді тек қана Қазақстан емес, мен анализ жасап, басқа елдерден де комментарийлер оқимын. ютубта болсын, басқа жерде болсын, СНГ-де енді орысша тілді түсінетін елді мекендерде біздің киноларды көрген кезде өте қатты мақтайды. Енді ол тектен тең емес, біздің киномызды бір ақша төлеп қойып, біз мақтатқысы қойып отқан жоқпыз. Олар киноны көріп, шын өзінің ниеттерін айтып, комментарий қалдырып, өзгешелігін айтып жатыр. Енді ол мына қазір жас буынның түсіріп жатқан еңбектері деп айтуға болады. Себебі енді 50 жылда ел жаңа дейміз ғой. Бұрынғы осыдан 15-20 жыл бұрынғы түсірген кинолар мен қазіргі түсіріп жатқан кинолардың ерекшелігі өте қатты. Енді қазір айтатын болсақ, мына подкасттың өзін біз мынандай қазір немен түсіріп отырмыз да, технологиямен. Ал қазірде сол кино саласында да техника жағынан өте қатты дамыды. Голливудта түсіретін техниканы бізде түсіріп жатырмыз. Ешқандай айырмашылық жоқ. Сол техникамен түсіріп жатырмыз біздерде. Сондықтан ол өте жақсы. Енді ол еліміздің дамып жатқанын көрсетуге болады бұл жерде. Яғни біздің шекарамыз ашық, барлық жерге, барлық адамдарға, барлықтарына мүмкіндік бар деген білдіреді да. Мысалы, былай ойлаймын, Канадада немесе, мысалы Канадада енді ол хоккейға қатты берілген мемлекет қой. Мысалы, Канадада сен хоккейдан жеңімпаз болсаң, әлемде жеңімпаз боласың. Тағы немнен білмеймін, тағы театр өнері бойынша сен жаңағы Ресейде мықты болсаң, онда бүкіл әлемде мықтысың деген сияқты. Менің өзім жеке пікірім, қазақ халқы кішкентайынан өлгенге дейін, тіпті қайтыс болған ең жаңағындай трагедиялы момент қой енді. Өте ауыр, адамның өлімі деген оңай нәрсе емес. Соның өзімен әзілдей алатын халық қой қазақ деген. И сол мысалы қазақ халқында сен какой-то бір комедиямен айырсаң, осы қазақтардың өзін айырсаң, менің ойымша әлемді айыра аласың сен. Өйткені біздің КВН-нан болсын, басқа да бір комедиографтардың нелері бойынша менің субъектив оценкам примерно сондай деп ойлаймын. Сол себепті достар, қазақтар егер кинокомедияны айыратын болса, онда қазақтарды айыратын болса, онда әлемде де айыра алады. Жақсы, рахмет. Кинотерапия туралы әңгіме қозғап жатырмыз алғашқы. Ол кинотерапияның негізін қалаушы лондондық психотерапевт Берни Вудер деген кісі. Енді ол кісі айтады, адам кино көріп жатқан кезде бағанағы картинадағы персонажды өзінің жеке тұлғалық призмасынан өткізеді дейді. Сөйтеді де бағанағы персонажға өзінің бейсаналық импульстарын, ішкі уайымдарын, ішкі конфликттерін сол персонаждан көре бастайды. Сөйтеді де бағанағы Берни Вудер сұрақ қояды. Психотерапевт пен кино жасайтын адамның айырмашылығы не деп? Сөйтеді де өз-өзіне жауап береді, айырмашылық жоқ дейді. Неге? Себебі былай екен. Ол кісінің тұжырымдауы бойынша психотерапевт адаммен сөйлескен кезде, белгілі бір өзінің пациентмен сөйлескен кезде, бағанағы адамның өзінің психологиялық бағанағы қорғану үдерісі, рационализм, отрицание болады. Адам мысалы кейбір өзінің психологиялық ауытқуларын мойындамауы мүмкін. Ал кино көріп жатқан адам өзінің персонажбен
параллель санайды, сөйтеді де өзінің психологиялық қорғануларынан, барьерлерінен аттап, сол кинодағы персонажбен бірге қиыншылықтарды көреді, өзінің қорқыныштарының нәтижесін көреді, себебі ол кинода іске асады ғой. Қорқыныштардың нәтижесін көреді, сол персонажбен бірге сол ішкі күйзелістерін жеңеді, сол күйзелістерін мәселелерін жеңуді үйренеді, және солай адам өзі жасылып шығады дейді. Себебі барлық адамда кинода болған персонаждардың мұңы бар дейді. Ол қандай мұң деген кезде сатқындық, туыстарын түсінбеуі, жақындардан айырылуы, соның барлығын қамтиды дейді. Тіпті кейбір адамдар кино көру арқылы өзі білмей жүрген, өзі мойындамай жүрген ішкі қиыншылықтарын сезіне бастайды дейді. Және де сол кино арқылы инсайт алу үдерісі жұмыс жасайды дейді. Осы туралы не айтасыз? Сіздің ойыңыз қалай? Өзің айтып тастаған сияқтысың көп нәрсені енді. Енді айтып кеттік қой, енді кино болсын, басқа да қазір мысалға интернет желісін алайық, Инстаграм, ТикТок, ютубты алайық та мысалға, тек қана кино емес. Біз өзімізде мысалы қазір Инстаграмда отқан кезде, енді ол жерде 1 минуттық видеолар ғой, соның өзін қарап отырып, қанша өзімізбен салыстырмалы түрде айтқан кезде білетінімізді, білмейтінімізді мысалға сол жақтан аламыз да. Енді тәрбиелік мағынасы жағынан видеоларды қарасақ, мына жасап жүрген дұрыс емес екен ғой, значит былай жасау керек екен ғой деген сияқты. Ол әрине ол септігін тигізеді. Қандай да бір ақпарат, мысалға енді айтады ғой, соғыстың кезінде ең бірінші жеңіске жеткізетін ол информационный атака дейді ғой, информациялық соғыс деп айтады. Халық мысалы оның бәріне сенеді. Сол сияқты кинода да, жалпы басқа бір видео болмасын, басқа бір ақпарат болмасын, ол адамға тікелей өзінің тұлғасына әсерін тигізеді. Ол адам өзін сол жерден көруі мүмкін, немесе бір ситуацияға ұқсас болуы мүмкін да, өмірінде болған. Немесе ол кино енді көп қой жанр енді. Оның фантастикасы бар, боевигі бар, мелодрамасы бар, романтикалық комедиясы бар да. Романтический кино дегенде мысалы жасай алмай жүрген қадамдарын, мысалы бір қызына болсын, өзінің досына бір жасай алмай жүрген қадам сол кинодан көріп, батыл болып мысалға да. Сондай сияқты моменттер көп та, ол өмірде кездесетін. Кино көп қой қазір. Бәрін қарай берсең, одан алатын бір не көп, әрбір нәрседен кішкентайдан алатын пайдасы бар. Енді зияны да бар оның. Кино дейсік тек қана пайда әкеле бермейді. Оның зияны бар нәрселер бар. Мысалға енді ограбление туралы кинолар не пайда әкеледі? Ол мысалға ұрлықпен айналысатындар, мындай да ұрлықтың түрі бар екен ғой деп, сол бір зиян нәрсені қолданып жасап қарау мүмкін. Онда көп қой енді өмірден көріп жатырмыз, кинодан қарап алып, мысалға ойын сияқты да, мысалға ойнайды ғой енді балалар, PUBG дейді, Counter Strike, тағы бір ойын түрлері бар. Соның ықпалымен балалар, енді Алла сақтасын, Қазақстанда ондай болып жатқан жоқ қой. Басқа елде, мысалы Америка елдерінде андай жағдайлар болып жатыр. Кішкентай деп айтпай-ақ қой, енді бір жас өспірім, 10-нан асқан, 15-ке жасқан подросток дейміз ғой. Сол балалар мысалы мылтық алып мектепте бәрін атып тастап жүрген моменттер болды. Ондай да ақпараттар. Ол не? Ол сол ойыннан өзінің көрген, кинодан көрген нәрсесін ол миына құйып алып, ол соны жасап мысалға жасаған мүмкін да. Ол оған бір айтқан жоқ қой, бар жаса деп мысалға. Ол өзінің көргенін жасап жатыр. Солай екен ғой деп. Сондықтан ол кино тек қана пайдасын әкеле бермейді, зияны да бар. Сондықтан ол көрермен кино қараған кезде сол пайдасын алу керек, зиянын алмау керек деп ойлаймын. Сіз не дейсіз? Жаңа сіз айтқан эксперименттің түпкі ұғымы меніңше нарратив өнер. Нарратив өнер, яғни адам тікелей қатысушы емес ол жерде. Ол сіздің тарапыңыздан, мысалы, сізді алатын болсақ, мен сізбен былай сөйлесіп отырсам, сіз қатысушы боласыз. Ал егер мен Тимур Мырзамен сөйлесіп отырсам, сіз бұл жерде бақылаушысыз ғой. И нарратив өнердің мақсаты сол бақылаушы адамға оқиғаны айту.
яғни оқиғаны біреу сырттан бақылап отқан сияқты қылып жеткізу. Бұл тұрғыда біздің енді өзіміздің ата бабамыз керемет, енді біздің ата бабамыз ғана емес, жалпы адамзат қой ойлап тапқан, ертегін ойлап тапқан. Кезінде қазіргі кино өнер, басқа нелер, салалар дамымай тұрып, олар өзінің баласына бір тәрбиелік бір мәнді жеткізу үшін жаңағы батырлар жырының бір үзіндісінде немесе бір аңыз оқиғалардың бір үзіндісін айтып беріп, бір дастандарды айтып беріп, немесе креатив қолданып, өзі кішкене әсірелеп, көркемдеп, қосып, әлгі историяда мысалға негізі Қобыланды батыр болатын болса, оны алып өзінің немересінің атын қойып, кезінде сөйтіпті, ол сөйтсе бүйтіпті деген сияқты қылып, жаңағы историяны балаға қатысты қылмай айтып береді. И сол нәрсе балаға әсер етеді. Бала сол жаңағы дүниеден түсінеді, мына жерде бүйтіп істемеу керек екен, болмаса бүйту керек екен деген сияқты бір базалық ұғымдарды түсінеді. Енді ол жаңағы сол нарратив өнер менің ойымша қазір дамып, қазір ойындар болсын, компьютерлік немесе мобильді ойындар болсын, кино сала, болмаса басқа да салаларда бекіп орнығып алды деп ойлаймын. Мен енді Ордаген жобасында жүрген кезде ол кішкентай балаларға арналған контент өндіреді. Ол жерде біз ертегі жаздық, повесть, әңгімелер, неше түрлі оқиғалар жаздық. Сол жерде бір-екі жақсы эксперимент бізге өте ұнатты. Ол біріншісі физика через комиксов деген қазақ, атын ұмытып қалдым, бір қазақтың бір баспасы физиканы комикс арқылы үйреткен. Екіншісі, қателеспесем, ағылшын тілі болды ғой деймін. Ағылшын тілі кішкентай балаға бір сюжет арқылы, бір мультфильм арқылы, егер оған солай жеткізсең, ол жаңағы мысалы физика немесе английский сияқты нәрселерді ол тез ұғынады. Неге? Өйткені бұл жерде бір оқиға бар. Ол оқиғада, ол сол оқиғаның жаңағы кейіпкер болсын, басқа нәрселеріне кішкене алаңдайды, уайымдайды, солардың жүріп өткен жолдарын өтеді, сіз айтқандай. Сөйтіп, солардың арасында бір түйетін нәрселерін алып қалады. Физикадан болсын, немесе жаңағы ағылшыннан болсын деген сияқты. Сол менің ойым енді бұл жерде жаңағы тұрған нарратив өнер. Әу бастан жалпы адамзатта бар өнер деп ойлаймын. Енді менің ең негізгі қойғым келген сұрақ бұл тақырыпты қозғағанда, Таке, осы сіздер сценарий жазған кезде психологтармен, психотерапевттермен жұмыс жасайсыздар ма? Олар мысалы қоғамда қандай жастардың, адамдардың қандай ауытқулары бар, қандай кедергілері бар, соны ескеріп, сол ауытқуды, проблеманы, мәселені сіздің кинодағы персонажыңызға салып, сол шешімін қалай қабылдау керек деген сияқты, нәтижесіне жету деген сияқты. Сіздерде сондай жұмыс жүргізіле ме сценарий жазған уақытта? Бұл енді күрделі тема деп, тақырып деп айтсақ болады да. Айтылып жатқан біздер мысалға сценарий жазған кезде бір психологты алып, мына жерде бүйту керек, сөйту керек деген біреуді бірдеңеге үйрету үшін кино түсірмейміз негізі. Кино негізі халық, адам өзінің шаршағанын басып демалатын бір құрылғы да. Ол мысалы демалатын орын көп қой. Ол бір жерге барып тамақтану мүмкін, бір жерге тауға барып демалу мүмкін. Кинода сол сияқты бір жер келіп, адам демалу үшін келеді. Ол жерге демалуға келген адамға он еще тағы бірдеңе үйрететін бір андай психологический кино болатын болса, сен бейт, сен дұрыс түсіп жүрген жоқсың, сен балаңды дұрыс тәрбиелеп жүрген жоқсың, или сондай мағынада киноларды көп көрсете берсек, ол адам и так-та ол жұмыста түңіліп шаршап жүрген адам мына жаққа демалайыншы деген кезде ол киноны көріп одан сайын түңіле береді да. Сондықтан да біздер кино түсірген кезде оны бір осындай бір несін біреуді үйрету үшін өйтіп түсірмейміз. Енді сценарист болады, режиссер, мен бірге отырып қандай кино түсіреміз, халыққа ұнайтын, халықтың назарында болатын. Енді ол ең алдымен біз өзіміз ол коммерческий проект болғаннан кейін халыққа өтімді кино болу керек ең алдымен. Егер де бұл үкімет бізге ақша беріп, Тимур, сіздер бір пайдалы бір кино түсіріңдер десе, ол басқа сұрақ, басқа тақырып ол. Енді біз өз қалтамыздан ақша шығарып, енді бұл бизнестің бір түрі ғой. Ақша шығарып түсіргеннен кейін оны қайтарудың несі бар. Сондықтан біз халыққа бағанағыдай жеңіл қабылдайтын,
күлетін, болмаса банағы экшн деген сияқты бір қызықты кинолар түсіруге тырысамыз. Ол енді ол бір өзімізді бір мықты бір киноны бүкіл тарихын зерттеп тастаған адам ретінде бір ойбай кино түсіреміз деген нәрседен алып түсірмейміз. Бұл өзіміздің банағы қазіргі осы өмір бойы жинап келген барлық білімімізді әр қайсымыз қосып адамдарға қандай кино ұнауы мүмкін. Мысалға сен өзің көрермен ретінде осы киноны қарайтын ба едің деген сұрақтарды қойып, әрбір банағы сахналарын ойластырамыз. Жалпы енді концепциясын ойластырған кезде. Енді бана айтып кеттім, 5 кино түсірдім. 5-еуі де енді әртүрлі стильде болды. Бірінші кино менің романтикалық комедия болды. Енді ол жерде романтикалық комедия болғаннан қыз бен жігіттің банағы бір-бірін ұнатып қосылуы деген сияқты да. Екіншісі мысалы жаңа жылдық комедия. Ол жерде банағы әкесі жоқ ұл мен қыз әке енді Аяз атадан ғой, енді Алладан банағы не сұрайды, дұға тілеп, типа бізге осы күні әке бересіз ба деген сияқты. Сол кезде бана полициялардан қашып жүрген Тәуекел Мүслім сол балкондарына түсіп, сол бір жаңа өздерінің дұғалары қабыл болғандай болып, сондай бір история. Бұл да бір өзіндік бір несі бар, тақырыптар бар да әр киноның. Мен бір кинолардың барлығы бір-біріне ұқсамайды екен былай қарасам. Ментальный емес қатты, жалпы ортақ бүкіл дүние жүзінде қарайтындай кино деп айтсам қателеспеймін. Сол сияқты мына соңғы түсірген кином, мысалы Темучин деген кином, ол Джеки Чандық стильде деп айтып отырмын ғой енді. Өздеріңіз білесіздер енді, Джеки Чан қандай мастер, өзінің киносының, өзінің саласының маман деп айтсақ болады. 60 жыл бойы киноға түскен, оның бірде бір хейтері болмаған кинода. Оның көрермендері мына 5 жастан бастап 60 жас, енді 60 демей қойын, енді адам қандай өмір кешен өмір сүреді, сол адамдарда оның киносын қарап бағалайтын адамдардың бірі. Яғни ода бір мынандай определенный бір контингент жоқ та, мынандай жастарға арналған кино деп. Барлық жасқа арналған кино. Ешқандай зорлық-зомбылық жоқ. Банағы өзінің проблемасынан аулақ жүретін сондай бір персонаж киноларында, көп киносында сол ойнайды. Сол жанрды, сол бағытты таңдағанымда себебім сол. Себебі енді бана айтып кеткендей, кино менде кейбір көрерменге болсын, басқасына болсын, жалпы енді өзіміздің бана білімімізді береміз ғой, ол алатыны бар дегендей. Бізде мысалы осы Джеки Чан киноларын көріп алған сабақтарымыз бар. Мысалға өздеріңіз енді болды ма жағдай, болған жоқ па, кезінде осыдан енді 90-шы жылдарда айтпай ақ қойыншы, 2000-шы жылдардың бастаған кезде осы Жан-Клод Ван Дам, Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан киноларын қарап, барлығымыз қарап болғаннан кейін үйде болсын, сыртқа шығып, бана солардың движенияларын қайталап, аяқ көтеріп, сондай моменттер болды ғой. Ол нені білдіреді? Ол спортқа баулайды балдарды. Мысалға, одан бір әсер алып болғаннан кейін, мен таеквондоға жазылам, мен Джеки Чан сияқты болам, анау сияқты болам. Мысалы, бана сен айтып кеткендей, Қобыланды дедің, анау дедің, батыр дедің, мысалы, батыр сияқты болым келеді, анау сияқты болым келеді деген сияқты. Ол персонажда өзінің кумир ретінде бала болсын, жалпы адам болсын. Мен мысалға өзім 34-ке келіп, Джеки Чанды кумир қылып, мен сол сияқты болам деп 34-ке келген кезде соны көздеп отырмын. Ал соған қарағанда енді тек қана балалар ғана емес, үлкендер де өзіне персонажды алып, мысалға, сол сияқты болғысы келеді. Мысалға, Криштиану Роналдуны алатын болсақ та, ол қазір 37-ге келді ма, 38-ге келді ма, өзінің былай карьерасы ғой, мансабында қандай еңбекпен келгенін көруге болады да. Енді бәріміз білеміз ғой историясын оның. Мысалға, мен де сол сияқты болғым келеді. Мен де біреуге манағы пример ретінде осындай еңбекқордың арқасында жұмыс осындай дәрежеге жетуге болатынын көрсеткім келеді. Сол сияқты ол тек қана балаларға ғана емес, үлкен адамдарға да ықпалын тигізеді, пайдасын тигізеді деп айтуға болады. Алишер Утевтің бір сөзін айтып өткім келіп тұр. Ол кинода кино шегі қыры жоқ сала деп бір айтып қойып еді. Мен негізі сол сөзіне келсем. Өйткені мысалы енді әскерде кішкене белгілі, сен солдат болып, жаңағы генерал боласың деген сияқты, мектепте мұғалім болып жүріп, директор боласың деген сияқты бір нақты сатылары бар да. Ал кино саласында сен ондай саты ештеңе жоқ. Сен бұл жерде қаншалықты қалай дамыған келеді, солай дами аласың. Мысалы, комедияның бір шетіне дейін жеткізіп,
одан кейін сен басқа жанрға немесе жаңағы басқа командамен әртүрлі енді бір білмеймін, бұл жерде музыка да бар, жаңағы актерлық ойын, сценарий шеберлігі, әйтеуір барлық саланы қамтыған. И сол үшін бұл жаңағыдай қыры шегі жоқ сала деп айта аламын да. И бұл жерде мысалы әркім әртүрлі келеді бұл салаға. Мен енді мысалы іштегі өзімнің шығармашылық потенциалымды бір көрсету үшін келетін шығармын. Біреулер бұл жерде кино саласына, бір кинодағы адамдарға протест қоюға келеді. Біреулер жаңағы сондай бір мейірімділікке шақырғысы келеді. Біреу әнде әркімнің әртүрлі ғой бұл салаға келу. Сол себепті жаңағы сіз айтқан адамдар бәлкім бір көптеген жаңағы жобаларды артқа тастап, бір жанрлардың әйтеуір бір мэтрі, мастері болып, содан кейін уже мен қазір бір құндылық берейін, бір үйретейін, кинотерапиямен айналысайын деген сияқты бір кемелдену керек шығар оған. Ал мысалы мен енді дәл қазіргі өзімді айтатын болсам, мен қазір өзімнің іштегі шығармашылық бір идеяларымды реализациялауға келдім да, енді бұл неге салаға. Енді мен қосып кетейін, бір андай кинода қатып қалған бір қағида жоқ та. Сен былай түсіру керексің, сен бір киноның бір посылы болу керек, немесе тағы бірдеңесі болу керек. Бана айтып кеткендей, кино ол шегі жоқ. Сенің идеяңның шегі, мысалға Аватар деген кино шығып жатыр да, мысалға. Оны мысалы кім ойлап тапты, ол мына Аватар деген тема негізі өзімізде де өмірде бар нәрсе ғой. Мысалы Инстаграмның аватарына біреудің суретін салып қоямыз, еліктейтін адамымыз бар. Жалпы сол жақта ол аватар арқылы адам өзін басқаша қылып көрсетеді деп айтсақ болады. Шек жоқ та бұл жерде. Алып келген кезде ол алтта осындай кино түсірді. Адам ойына сыймайтын. Сол сияқты ол біз кино түсірген кезде сценаристпен болсын, режиссермен жазған кезде бір нақты осындай бір кино түсіру керек деген не жоқ бізде. Бір тақырып, қағида жоқ. Біз өзіміз еркін қандай кино түсіргіміз келеді. Себебі өздеріңіз біліп жатсыздар, соңғы кезде мына қазір Оскар ұтып жатқан киноларда, мысалға соңғы осы 20-шы жылы Паразит деген кино өтті, кореялық кино. Киноны қарап келе жатасың, кульминация андай қызықтырып келеді де, ең соңында келеді киноны алады да 180 градусқа ауыстырып жібереді да, мысалға. Ал мен сол кезде таң қалдым ана киноны қарап отқан кезде. Мынандай да кино болады екен ғой деп бар ғой. Сол сияқты ғой, ол кинода шек жоқ, сен оны қалай түсірсең де, ол сенің ішкі дүниең, сенің воображениең дейді ғой, сенің банағы жасаған әр қадамың осы киномен передаваться етілуі мүмкін. Бағанағы кинода персонажның бағанағы сценарийін жазу барысында бұл персонаж неге олай жасады, неге бұлай сөйледі, неге ол жерден қашып кетті, неге ол жерге қайта келді деген сияқты сұрақтар қойып талқылау бола ма сіздерде, мысалы жазу барысында? Жоқ, енді ол болады ғой. Әр нәрсе, әр сахнадағы болған іс-қимыл, мына келесі сахнаға соңына дейін, мысалға мына кинода мысалға мына жерге кофе қойылды ма, ол кофе ішілу керек. Кинода просто қойып, кофе әкелдім сізге деп, мысалға кинода болады моменттер. Или телефон тұр ма, телефон соғылу керек. Әр нәрсенің өзінің бір предназначениесі болу керек та кинода. Әйтпесе сұрақтар туындайды, не үшін онда мына жерге кофені әкеліп қойды, мысалы ішпесе оны. Не үшін мына жерде мысалы микрофон тұр сөйлемесе деген сияқты ғой. Сол сияқты ол ондай моменттер талқыланады бірге отырып. Ана жерде анау болды, не үшін онда не істеді. Бірақ кей кездерде андай моменттер болады да, оның бәрін халыққа түсіндіріп отпаймыз ғой. Анау не үшін тұр, мынау неге бүйтті, сөйтті. Ол кино дейтін түс сияқты ғой. Түсті көреміз ғой біз. Түс көреміз, түс көріп отқан кезде бір түс болып жатады, содан кейін басқа түс болып кетеді, түсінбейсің қаяқтан бір шыққан мысалға да. Сол сияқты ол кинода да бір андай прожектор болады да, оны барлығын бүйтіп каждый движение түсіндіру қатты маңызды емес. Жалпылай алған кезде структурасымен кино түсінікті болса, ең маңызды сол. Ол әрбір нәрсені мынау не жерде бүйтіп айтты, значит ол неге үйтіп айтты екен ол? Значит оның ішінде мұнда бірдеңе бар ғой деп, оны үйтіп талқылайтындай бір андай отырған билер емеспіз ғой біздер да. Кино жеңіл болу керек. Адамды қатты ойландырып жүрмеу керек. Ойландыратын кинолар бар. Ол енді бана фестивальный кинолар. Ол ойланып қарайтын бана бір сахнаны ұзағынан қойып қойып, шегірткелердің дыбысын шығарып, желді жүргізіп қойып, анау 5 минут тұрады ана бір. Ешқандай монтаж жоқ. Сол жерде ойлануға неғып тұр мынау.
шегірткелер не так үндемей қалды деген сияқты вопростар қойып адам ойланады да ол жерде. А қазіргі современный кинода сен оны ойландырмайсың, ондай нәрселер. Қаланың ішінде болып жатқан мысалы движениялар, ана машина не үшін былай кетіп жатыр, ана машина былай не үшін кетіп жатыр деген сұрақтар туындамайды. Ол потому что өзіміздің өмірімізде болып жатқан жағдайда кино дейтін. Соны просто біз киномен арқылы көрсетеміз. Болған оқиғаларды, осындай оқиғалар бар екен ғой деп кино түсіреміз да. Мен негізі Мәкең кішкене жаңағы бірінші сұрағы кейіпкерлермен соны талдаулар бола ма деген болды ғой. Енді бұл тұрғыда біз осы 2022 жылы Айбар деп аталатын көп сериалы мультфильм шығардық. Ол 6 жасқа дейінгі балаларға арналған. Сол мультфильмнің сценарийін жазу барысында бізде көптеген қиындықтар болды. Енді жеке өзімде. Ол менің мультфильмға жазған алғашқы дебютім болды. Сол себепті ол жерде мынау кейіпкер неге бүйтті, неге сөйтті, неге мына сөзді айтты деген сұрақтарды үлкендерге арналған кинодан көбірек естідім мен. Сонымен енді бұл тікелей баланың психологиясына әсер етеді. Бала бұны жаңағы айна сияқты бірден қайталайды. Деген себеппен біз әрбір сөзін, әрбір қимылын, сюжеттағы әрбір жасаған жаңағы қадамдарын, таңдаған шешімдерін барлығын біз көп неден өткіздік, ой елегінен өткіздік. Сол тұста мен мысалы айта аламын, ол кәдімгідей әсер ете алады. Кішкентай балаға енді, үлкендерге әрине ол енді Тәкең айтып кетті ғой, кейде ол мораль посыл кейде болады, кейде болмайды. Енді бұл жерде авторға немесе режиссерға да байланысты. Кейде жоқ жерден адамдар бір посыл мән іздеп атады, ананың ішінен бұл бүйтіп айтып айтпесе, негізі әу бастан ол жазылмауы да мүмкін да. Енді мен жаңағы тағы да анау психотерапевт пен сценаристің, жалпы кинематографисттің айырмашылығы жоқ деген қайттан тоқталғым келіп отыр. Мысалы, енді сценаристика саласында архетип Юнга деп аталатын, енді жалпы ол психологиядан алынған архетип. Юнг деп аталатын, енді білесіз ғой, психотерапевттің адамның типажына байланысты жасаған бір 12 несі бар. Қателеспесем 12 ғой деймін. 12 кейіпкер бар. Архетип дейді ғой. Біреу жаңағындай ұялшақ, біреу жаңағындай батыл деген сияқты енді. Сол Юнгтың жасаған, психологияға жасалған архетиптары бізде сценаристикада тікелей соны қолданылады. Сценаристика саласында сол қолданылады. Оны енді кішкене драматургияға салып, кішкене аркаларын белгілеп, жаңағы ерекшеліктерін қосып, сәл әрлеген әрине, бірақ дегенмен тура сол модель алынған. Сол себепті менің ойымша сіздің жаңағы кісінің айтқан пікірі ол рас, оны растай аламын. Енді сіздің бір сөздеріңіз маған қатты әсер беріп отыр қазір. Бағанағы үлгі алу мәселесі бойынша. Мысалы, қарапайым ғана мысал келтірейін. Ресейдің анимациялық фильмдер бар. Анау 3 батыр жөнінде. Попович, там Горыныч. Змей Горыныч, Алеша Попович. Қарап тұрсаңыз, айналдырған 3 батырын ана Марвел вселенная сияқты жеке-жеке кино түсірді. Потом 3 кейіпкерді ұштастырып, тағы да бір ұйымдастырды. Енді бізге келетін болсақ, Қазақстанға. Енді қазақта батырлар көп қой енді. Қаңлы Қыпшақ дәуіріне келетін болсақ, Ертөстік, Көроғлы, Алпамыс. Ноғайлы заманына келетін болсақ, Қобланды, Орақ Мамай, Едіге, Дотан батыр. Егер жоңғар шапқыншылығына келетін болсақ, Қаракерей, Қабанбай, Қанжығал, Бөгенбай, Шақшақұлы, Жәнібек, Сіргелі, Қара Тілеуке, Төкеден шыққан Сатай, Бөлек, Шапыраш, Наурызбай, Қаумен, Дәулет, Жәпек батыр, Сеңкібай мен Шөбек батыр, Таңсыққожа, Молдабай, Есенқұл батыр, Тарақты, Байғозы батыр. Былай қарап тұрсаңыз көп. Енді дәл сол сияқты енді кино түсірмесек те әр батырға міндетті түрде шын персонаж емес, фантастикалық персонаждармен соғысса да, әр батырға жеке кино түсіріп, ол батырларды бір кинода ұштастырып кейіпкерлерді солай жасауға келе ме бізде? Болады ма? Негізі ол идея жақсы идея. Ондай идея да негізі менде болған. Бізде енді аңыз нелер көп қой, ертегілер көп қой, бана Таусоғар бар, Желаяқ бар. Оның бәрі сол Марвелде де бар. Марвелде тез жүретін ненің аты қалай еді? Персонаждың. Людикста ртуть бар, ал DC-да Флэш.
ол Марвелде де бар ғой. Сол сияқты біздің жел аяқ бар, қаңбақ шал бар. Көп қой ондай бізде фольклорда жалпы кездесетін бана аңызда нелер персонаждар. Негізі ой болған осындай барлық әр қайсысына жеке-жеке тоқталып кино түсіріп, одан кейін бір банаға Марвел сияқты барлығын біріктіріп бір кино түсіретін. Ол енді айналып келген кезде қаражат мәселесіне соғады. Себебі бұл жерде бана комикспен кішкене халыққа ұнамды қылып, фантастикалық қылып түсіруге болады. Үйтіп түсірмесең, ол просто тарихи кино болып шығады. Қазіргі Томирис сияқты, басқасы сияқты да. Ал енді бүкіл басқа елдер қарайтындай қызығушылықпен түсіру үшін оны банағыдай фантастикалық қылып түсіру керек та, кішкене бір қосу керек, күшін қосу керек, бір кішкене ұша алады, біреудің күші көп, тауды көтереді деген сияқты халықтар ғой енді кинода, ана кинодағы. Сондай қылып түсірсек, ол айналып келген кезде ақша мәселесі, қаражат мәселесі. Ол енді біз сияқты продюсерлердің, режиссерлардың ол қалтасына соқпайды. Оны даже түсірсең де, спонсор тауып түсірсең де, ол ақшаны Қазақстанда қайтару мүмкін емес. Біз өзіміз қанша 19 миллион, 20 миллионға жақындап отырмыз ба? Мүмкін емес. Біздің Қазақстанда киноға баратын халықтар саны миллионға жетер-жетпес. Сол 20 миллионның ішінен. Сондықтан орта есеппен алған кезде қалай да ол ақшаны қайтару мүмкін емес. Ал егер де мысалы үкімет тарапынан, енді менің ойым ғой, үкімет тарапынан мысалға Марвел сияқты, Аватар сияқты киноға бюджет бөлініп та, мысалға қанша 100 миллион доллар дейік. Ол жерден графикасы бар, барлық енді қаншама адам бар, қаншама еңбек жасады. Оны біздің Қазақстанда жасайды. Ондай командалар бар жасай алатын. Біздің Голливудтан кем емес жасайды. Мен көргем жұмыстарын. Анау Қытайдың бір мықты киносын жасаған, зелен кісі несімен, графикасымен ұйықтатпастаған кинолар көргем. Ал сол кезде біздің де мүмкіндігіміз бар, бірақ бізде қаражат жоқ. Егер де мемлекет бізге міне мемлекетіміздің деңгейін көтерейік, міне қаражат. Және бүкіл дүние жүзіндегі банағы прокатный нелер бар ғой, компаниялар бар ғой, өзіміз сөйлесеміз. Біздің киномыз 100% сол барлық кинотеатрларда шығады деген. Енді бұл жоғары жақта отырғандар, мүмкін банағыдай ел басқарып отырғандар бір-бірімен банағыдай связьдары бар ғой. Сол бір-біріне сұрап, біздің осындай киномыз шыққан деп отыр, бір сіздерден қолдау болсын деген ниетпен сөйтіп көмектессе, біздің батырларымызды да дүние жүзі танитындай қылып кино түсіруге болады. Ол қиын нәрсе емес. Айналып келген кезде ақшаға тиелетін нәрсе да. Сондықтан біз ондай кино түсіре алмайтын болғаннан кейін біз осындай өзіміздің қолымыз жететін, өзіміздің қаражатымыз жететін кино түсіреміз. Енді ол комедия, менталды комедияларды айтып кетіп отырған кезде. Ал енді менің мына соңғы түсірген кином, қайта-қайта өз киномды айта береді дейсің да, мақтап дейсің. Ол да бір алып қарайтын болсақ, бұрын соңды Қазақстанда түгел СНГ-да түсірілмеген кино, ондай кино. Бір киноны тауып ешкім айтып бере алмайды, осындай кино бар деп бар ғой. Ол мақтанғаным емес, бұл енді мен енді жастардың қатарына жатам деп ойлаймын өзімді. Бұл жастардың бір өзінің идеологиясы деп айтуға болады да. Мен мысалға андай однотипный бір қарап тастайтын киноны түсіргім келмейді. Мен кішкене мына Шығыстанда да, Батыстанда да жалпы ортақ барлығына ұнайтын бір кино шықса екен деп. Ол киноны сосын қайта-қайта көре беретіндей, андай болады ғой, бір жаңа жылда бір кинолар қоя берсе қарай бересің ғой. Сол сияқты мысалға бір кино шыққан сайын, осы киноны қарай берейінші, қарауға тұралық дейтін кинодай сондай түсіргім келеді. Сол үшін мен соңғы кинома өзім қаражатында да аямадым. Жалпы команда жағынан да, техника жағынан да өзім осы киноға 1 жыл дайындалғанмын. Таэквондосы болсын, актерский болсын. Енді ол мен өзім достарым біледі, жалпы айналамдағы адамдар біледі да, мен бұл киноға қалай дайындалғанымды. 1 жыл таэквондо кино жақындаған кезде 3 ай қатарынан каскадерлермен бірге жаттығулар жасадық. Яғни ол енді төбелес кино болғаннан кейін әрбір адаммен мысалға не ғой енді хореография дейтін нәрсе болады ғой, биде де. Мысалға КВН-де де сол ғой,
әрбір нәрсенің өзінің уақыты болады да, қалай кім не сөйлейтіні, қалай движение жасайтынымыз деген сияқты. Сол сияқты төбелесте де хореография болады. Ана адаммен сенің банағы дене бітімің төбелескен кездегі қолдарын соққаны бір-біріңді жақсы бір түсініп білу керексің да, чувствовать ету керексің. Былай айтқанда, сол жағынан да мысалға мен үшін ол бір жаңа бір деңгей болды да, бір сатыға өзімді көтерілгенімді, жалпы актер болған күшті екен негізі деймін да. Мен бұрын енді продюсер болып жүрдім ғой. Актер болған вообще бөлек екен. Бүкіл адамдардың назары сенде, ол съемка кезіндегі айтып отырмын. Айналаңда 20-30 адам жүреді ғой енді. Сен басты рөлде болсаң вообще күшті екен да. Банағы осы жанрды түсіру себебінде бір ерекшелігі осы болып тұр да. Мен барлық осы дүние жүзіге шығып кетсе екен деген ниетпен осы киноны түсіріп жатырмын. Ол әрине осы киноны түсіріп мен болды, енді өтсе өтеді, өтпесе өтпейді деген не жоқ. Өтсін, өтпесін, мен осындай стильде киноны ары қарай да түсіре беремін. Енді өздеріңіз білесіз, Джеки Чан бірінші киносынан, екінші киносынан Джеки Чан болып кеткен жоқ қой. Ол 100-150-200 кинодай түскен. Басында массовкада жүрді, одан кейін постановщик трюк болды, одан кейін өзі жайлап түсе бастады деген сияқты. Ол где-то бір 30-40 киноларына келген кезде аты шыға бастады. Сол сияқты енді біз енді 30-40 кино деп айтпай ақ қояйын, өзіме енді менің жоспарым бойынша бір хотя бы 5-ші кинодан кейін бір көпшілік танитындай банағы актерлардың қатарына, персонаждың қатарына іліксем, бұл өзім үшін де бір не да, жетістік. Сондай негізі жоспар. Бұл кино арқылы мен не айтқым келеді мысалға. Барлығымыз енді осы еліміз үшін, жеріміз үшін еңбектеніп жатырмыз. Мысалға Қытайды біз Джеки Чан арқылы білеміз, Қытайды біз Джет Ли арқылы білеміз, или Джек Ма арқылы білеміз, осындай ұлы тұлғалар арқылы білеміз, танимыз. Мысалға оның президенті или халқының бір ішіндегі бір бизнесмені или тағы да бір адамы или философын танып біз, осындай жарық жұлдыздар арқылы біз танимыз. Мысалға Роналдоды алатын болсақ, Португалияны айтамыз да, мысалға Месси болса Аргентинаны айтамыз. Сол сияқты бәріміздің де осы салада жүргеннен кейін Қазақстанның атын қалай шығарамыз? Біздің Қазақстан деген кезде немен ассоциация жасаса екен деген сияқты ой келеді. Енді бәріміз де еңбектеніп жатырмыз. Мына жақтан Димаш Құдайбергенов әнмен жұмыстанып жатыр. Мына жақтан спортсмендеріміз жұмыстанып жатыр деген сияқты. Кино саласынан былай Тимур Бақтыбаев деген шығу керек деген бір не өзіме не қойдым да. Дүние жүзіне бір шығу керек біз, ол киномен де дәлелдеу керекпіз өзімізді деген мақсатпен түсіріп жатырмын да бұл стильде киноны. Себебі ол оңай жанр емес, бұл киноны алып түсіре салатын кино емес. Бана айтып кеткенде оның дайындығы бар, оның ол Джеки Чанды білесіздер, ол қарапайым бір осы жердегі бір нені қиындатып жүреді ол киноларында. Қарапайым кино емес, бұл ерекше осындай өзінің бір қиыншылықтарымен жасалатын бір сондай кино да. Сондықтан Алла қаласа енді, осы енді қалған өмірінде енді қартайған шағыма дейін осыған арнасам өзімді, Алла қаласа мен Қазақстанның атынан бір осындай бір ұлы актерлардың шығады деген ойым бар. Негізі мақсатым осы. Әмин. Иншалла, иә. Күштеген теге мақсатыңыз. Мен кәдімгідей әңгімеге кіріп кетіппін деп. Мен жаңағы сұрақ негіз батырларды қалай нетеміз деген болып қалды ғой. Орда кенде ма, анимациямен ба, қалай бір жеткізуге бола ма? Жоқ, мысалы мен әу баста былай ойлаймын. Қазақтар креативтің төбесін түсірген адамдар. Оған өзімнің бір-екі тұжырымдарым сай келіп тұр. Мысалы мен мамандығым бойынша жапон танушымын. Жапондарды жапон неткен ол күріш егу да. Тілдегі сөздерінің несі бар ғой, қоры бар ғой, жапон тілінің сөздік қоры. Соның 70% нақты күрішке, егістікке байланысты сөздер. Оларда жапондарды жаңағындай өздерінің халқын генетикасын құрған, ол сондай өздерінің кәсіптері, географиясы оларға тікелей әсер етті. Ағылшындарда кеме өнеркәсібі бұрыннан дамыған, қазір әлемде менің ойымша, қателеспесем, статистика бойынша бірінші орында. Теңіз флоты, теңіз әскері бойынша. Сол сияқты біздің қазақ даласы дархан кең ғой. Бұл жерде
кең да, бүйтіп қарасаң жазық дала, ешқандай бір кедергі жоқ алдыңда. Анау Семеймен неге дейін, Атырауға дейін смело қарай бер. И ол жерде тек креатив туады. Халық ауыз әдебиеті. Біз білетін тұрсам отыра алмаймын, отырсам тұра алмаймын деп аталатын ертегі қандай еді? Алтын сақа ма еді? Алтын сақа ертегісі қазірге дейін белгілі ол. Одан кейін тағы мысалы ертөстік, жаңа анау басқа да ертегілер бар ғой, солардың барлығы қазірге дейін жеткен. Оны енді кішкене әсірелеген біздің халық, бірақ дегенмен халық ауыз әдебиеті дамыған. Онымен қоса бізде одан кейін жазба келгеннен кейін жазба әдебиеті де дамыған. Короче, біз бірдеңе шығарудан біз төбесін түсіреміз. Одан әңгімесі жоқ. Біздің шығармаларда, біздің ертегілер, біздің повесть, романдардың барлығы тұнып тұрған сценарий. Сіз жаңағы батырларды айтпай тұрған күннің өзінде, ертегілерді былай қойған күннің өзінде, біздің 20 ғасырдағы жазушылардың жазған әшейін бір повесттарын біз экранизациялай алмай жатырмыз да. Аналарды қоя бергенде бізде жалпы өзіміздің отандық жаңағы сценарий керек деп сұрай береді ғой. Сценарий негізі толып тұр. Біздің әдебиетте жетеді сценарий. И мен айтқым келіп тұрғаны, анау батырлардан бөлек бізде көп нәрсе әлі түсірілмеген. Батырларды қоя тұрғанда. Оған дейінгі нәрселер, одан кейінгі нәрселер, бірақ жайлап сол жаңағыдай тарихи дастандарға жайлап көңіл бөліп жатыр негізі. Ол бір. Екінші, мен былай ойлаймын да, негізі инициаторды артынан итеру керек деген бір сөз бар. И мысалға кімнің ойына осы идея келді? Мысалы, мен көп подкасттарды көремін да, кішкене ішім ашиды. Подкасттарда бүйту керек, сөйту керек деп негізі айта береді ғой. Сен инициатива саған келді ма, көкей, сен істеу керексің. Инициатива сенің миыңа келді ма, сені инициатива двигать ету керек. Тәкеңді инициатива двигать етті. Бұл Джеки Чан сияқты қазақтың бір киносын түсірем деген мақсат қойды ма? Болды. Бұл тәкеңнің ғана мақсат. Сол үшін бұл кісі до конца барады. Барып көрсетіп мені деп дәлелдейді. Сол сияқты біздің қазақта өзіңнің идеяң келді ма, сен соның тікелей тасымалдаушысың. Сен соның қорғаушысың. Сен ғана соны түбіне дейін жеткізе аласың. И мысалға бізде жаңағындай подкасттарда да басқа жерлерде мынаны неге бүйтпейміз, мынаны неге сөйтпейміз деп отыра беретін болсақ, ол просто сол жерде әңгіме болып қалып кетеді. Менің ойым енді. Мысалы, мен сосын тәкеңнің бір сөзіне кішкене келіспеймін, ақшаға келіп тіреледі деген мәселеде. Мен енді өзім мысалында бұл нәрсеге кішкене компромисс қоюды шештім. Сөйтіп 2021 болса керек, 2021 жылы 0 теңгеге пилотка сериал түсірдім. 0 теңгеге. Мен өзіме вызов тастадым, и ол таза 0 теңгеге ақырында шықты. Енді оның сапасы онша емес, әрине. Бірақ 0 теңгемен түсіруге болатын мен дәлелдедім. И соны мен әрі қарай да алып жүргім келеді. Мысалы, маған бір идея келді ма, ол жерде маған бір ешқандай ақша немесе басқа біреудің бұл болмайды сөздері маған ол не болмау керек. Кедергі болмау керек. Айтып отырмын ғой, қазақтар креативқа толы. Мен табу керекпін. Сізбен мысалы, сіздің техникаңыз бар ма? Мен сізге подход табу керекпін. Так, мәке, мынау техникалар давайте маған тегін беріңіз. Мен келесі жолы сізге 50% арендасын беремін, бірақ келесі айда деген сияқты. Ол үшін мен сізге тегін сценарий жазып беремін. Мысалға, тәке, продюсер болыңызшы, пожалуйста. Мына жерде просто сіздің связьдарыңыз ғана керек. Кастинг тапып шығасыз, мынаны алып шығасыз. Маған мынаны істеп беріңіз, и мен сізге соответственно, не знаю, там бір 3 ай тегін жұмыс істей аламын, смело. Деген сияқты мен мәмілеге келіп бір какой-то жолдарын қарастыру керекпін деп ойлаймын. Сол үшін ақшаға келген мәселеде мен өзім кішкене басқаша көзқарастамын. Енді мен осы жерге қосып кетейін, Шыңғыс бауырым айтып отқан ойына. Енді ол менің ғана айтып отқаным ол глобальды нәрсе. Тікелей сенің сұрағыңа, неге біздер осылай Марвел сияқты кино түсірмеске біздің батырларымызды, мен тіке сұраққа тіке жауап бердім. Сенің де айтуың дұрыс, ол қарап отпау керек негізі. Бірақ сен өз-өзіңе дәлелдейсің да бұл нәрсені. Мен жасай аламын деген. Бірақ бұл бір азғантай шеңберде жасалатын дүние. Ал менің айтып отқан дүнием бұл бағанағы айтып кеткен Джеки Чан, Роналдо. Біздің мақсатымыз егер де Қазақстанның беделін көтеріп, басқа елді танысын деген мақсат болса, жоғарыда отырған адамдарда творчество жүрген адамдар көп емес қой негізі. Санаулы ғана. Әсіресе кино саласында жүрген адамдар өзі бір 10-50 шақты дейінші ал жақсы.
елу шақты бір мен деген режиссер продюсерлер бар, осы кино түсіріп жүрген. Егер де мысалы мемлекеттің тарапынан бір мақсат қойылып, біздің Қазақстанның беделін көтерейік, атын шығарайық. Спорттан жасалып жатыр, міне творчество әннен жасалып жатыр, бірақ кино саласынан әлі храмайым. Не істеу керек? Бәрін жинау керек. Бәрін жинамаса, мен білем деген адамдар шақырсын. Ол мысалға қазір бұлай айтатын болсақ та, әр қалаға бөлінетін миллиардтарды айтпай ақ қойын мен. Болмайтын нәрселерге миллиардтар бөлініп жатыр ғой. Оны санын санайтын болсақ, триллиондаған ақшалар шығып кетті, жыл сайын бөлінетін ақша. Ал біздің мына жылына хотя бы бір кино түсіріп тұрайықшы, осындай да, бір дүние жүзіне паш ететін бір кино түсірейікші. Бір жыл түсірейік ол киноны. Берсін, бізге анау 300 миллиард деген ақшалар керек емес кино түсіруге. 2 миллиард деп айтайыншы. 300 миллиардтың бір 2 миллиардын берсінші. Осы киноны түсіруге, осындай кино түсіруге бар ғой, дүние жүзіне паш ететін, ұялмай көрсететін кино түсіруге болады. Ал бізге ондай ақша бөлінбейді. Ол бана айтып кеткенде исторический кино болсын, басқа бір киноларға бөлінеді. Бізде енді солай ғой. Анау бүйтіп бөлінген кезде 2 миллиард болады, берға келген кезде 1 миллиард болады, одан кейін 500 миллион болады, ең соңында бір 200 миллионға бір кино түсіреді да. Ондай болмау керек. Міне, Тәке, саған 2 миллиард, не түсірсең, оны түсір. Аватар түсіресің ба, Марвел түсіресің ба, эксперимент, давай, көрейік. Вот осындай подход болатын болса, налог бәрін алып тастасын. Жеңілдік берсін. Мысалға деймін да, Джеки Чан, мен енді бір жерден естігем енді. Ол рас па, өтірік па білмеймін, бір жағынан рас секілді. Неге именно Джеки Чан осы қытайлықтардың арасынан топ жарып, оны Голливудта дүние жүзінде танып кетті. Себебі мемлекет көмектескенді барлық жағынан. Поддержка жасаған. Ол неге оны социалистический не болды енді, өзі бір мемлекет сондай болды. Анау бір коммунистик болды ма сол. Сондай бір басқа елдердің ұғымдарын өзгерту үшін осындай бір персонаж Джек Мада мысалы проект дейді да, оны Джек Мада айтады, мысалы ол государственный проект дейді. Ол жоқ адам бір өзіміз миллиардер болып шыға келді да, бір ютубтарда бір ақылды бірдеңелер айтатын бұрын қайда болды осылар? Алып шыға келді да бәрі. Бұл мемлекеттің бір идеологиясы. Осындай адамдар арқылы Қытайдың, қазір Қытай дейтін бірінші орынға шығып отыр ғой. Абыройын көтеру, асқақтату. Қытай қазір экономика жағынан Американы озды. Қазір бірінші орында. Сауда жағынан да, барлық жағында. Мына айфондарымызды сол Қытай шығарады ғой қазір. Бүкіл техниканы Қытай шығарады. Ол осы соңғы 10-20 жылда жасалған идеология. Осындай тұлғаларды қолдану арқылы мемлекетке назарын аударып, халықтың барлық бүкіл дүние жүзінің жайлап алға шығып кетті да. Байқамай қалдық. Бұрын Япония дейтін едік қой мысалға. Технологиясы мықты дамып кеткен. Қазір Қытай бірінші орында. Экономика жағынан да, технология жағынан. Қазір мысалға анау Тесла бар мысалға да. Тесла, Илон Маск шығарған. Қазір Қытайда Тесланың 10 шақты түрі бар. Ұйықтап тастаған, енді жалпақ тілмен айтқан кезде ұйықтап тастаған машиналарды көрсең бар ғой, Қытайың дейтін біздің Қазақстаннан жалпы Европадан асып кеткен машиналары. Анау Range Rover'лардың көкесін көресің, ұяқта машиналар бар ғой. Дамып жатыр да, көрсетпейді, білдіртпейді, жайлап жасап жатыр. Ал осы менің де сол ойым ғой енді. Бір бізде көп емеспіз ғой. Ана жақта миллиардтап жатыр. Бізде өзіміз 20 миллионбыз. Соның ішінде бір 50 шақты, 100 шақты адамы именно кино саласында адам деп айтайыншы. Міне осының барлықтарына бір айтса, мүмкіндік берсе, қандай идеяң бар сенің? Так, біздің Қазақстан танитын жалпы дүние жүзіне шығатын не идеяларың бар? Қандай үлестерін қоса аласыңдар? Жинап алсын да айтсын. Қанша керек сендерге? Хорошо, жасаңдар. Отчетін алсын, команда берсін. Егерде жаныңда команда көп болып, егерде сенің миың мына ақшаны қалай табам, қай жерде экономдаймын деп ойлап жүретін болсаң, сен қалай творчествоны ойлайсың? Сен бана өз қалтаңнан шыққан ақшаны қайтара аламын ба, қайтара алмаймын ба деп жүрген кезде сен екі ойда жүресің да. Сол үшін бір жерінде экономда жүресің. Керек емес осы жер бар ғой. Сол қатты не істемей қойшы деген сияқты. Сол сияқты, егерде ол полностью осы жағынан миың таза, сенің тек қана творчество болатын болса, бірінші кино деп айтпай ақ қойын. Ол бірінші, екінші кішкене бір эксперимент болып кете қойсын. 5-10 киномыз біз бәрібір атады да. Бәрібір атады, ол көреді, дүние жүзі көреді.
мынандай Қазақстанда мынандай кино түсіреді екен ғой деп. Қазірдің өзінде де біздің киноларымыз мақтап жатыр. Ол біз өзіміздің күшімізбен тырпысып жасап жатқан нәрсемізбен осындай дәрежеге жетіп жатырмыз деп айтсам қателеспеймін. Бізге мемлекет камера алып беріп, төлеп жатқан жоқ. Бізден наоборот мемлекет налог алып жатыр. Осы біздің жасап жатқан еңбегімізге. Қайта бізге бір ешкім көмектесіп, сіздерге тегін, мынаны істе, ананы істе деп бір бизнесті бастап берген үкімет жоқ. Осы жақтан қаралса, енді жоғарыда отырған үлкен кісілерге құлақтарына алтын сырға дейміз ғой енді. Мүмкін осы видеоны көріп, бір себепкер болып қалып жатсақ, осындай бір поддержка жасап көрейікші. Экспоны салдық қой. Экспоның мақсаты да сол болды ғой, негізі. Қазақстанды көрсету, паш ету, басқа миллиардтап, ЛРТ деп салдық та мысалға. Жоқ. Ақша да жоқ, ештеңе жоқ. Қарашы, бұл бір эксперимент бола қойсын. Енді бір экспериментті осы киноға салып көрейікші деп бір жоғарыда отырған адамдар сөйтіп тұжырымдаса, онда бір нәтижесі болып қалуы мүмкін. Менің ойымша енді. Керемет. Жалғастырайын осы сіздің айтып жатқаныңызды. Крейг Мейзин деген режиссер тануыңыз бар ма сіздің? Мен танимын. Анау американдық режиссер, кинопродюсер, сценарист. Ана кинолар бар ғой, Мальчишник, самое страшное кино, самое ужасное кино деген кинолардың. Очень страшное кино. Очень страшное кино. Былай қарап тұрсаңыз, өте жеңіл, кіндіктен төмен әзілдер ғой. Бірақ бұл кісі таңғалдырды. Қалай десеңіз, бұл кісі Чернобыль сериалын түсірді. Көрдіңіз ба? Кіндіктен төмен әзілмен жүре тұрып, жеңіл әзілмен жүре тұрып, бірден әлем мойындаған, ана во все тяжкие да озып кетті, Игры престолов да озып кетті HBO-дан. Соны үлкен рейтингте киноны түсіре білді сериалды. Бұл қалай дейсіз ғой? Сөйтсек, бұл кісі айтады, маған ол Чернобыльдің жарылған маңызды болған жоқ. Сол Чернобыльдегі станция жарылған уақыттағы адамдардың өзін қалай ұстағаны, төзімділігі, сол өткергендегі қиыншылықтары сол қызығырақ болды дейді. Соны көрсету қызығырақ болды дейді. Осы киноны түсіргеннен кейін бана Чернобыльге туристер саны 8 айдың ішінде 74 мың пәленбай адам келген. Енді бір адамнан $100 алады екен. Сонда былай есептеп көрдім мен. Сонда $14 миллион ақша түскен ғой. Енді Қазақстанға келейік. Қазақстанға келетін болсақ, Семей полигоны. Бана Чернобыльде бір станция жарылса, Семейде 468 рет ядролық қару жарылған. Тексеріс болған, есеп бойынша, статистика бойынша 1.373.000 адам зардап шеккен деп келеді. Бірақ оның мойындалғаны тек 1 миллион ғана. Бізде ондай мүмкіндік бар ма? Банағы HBO болсын, Netflix болсын, солармен ақылдаса келе, соларға хат жаза келе, осы Семей полигоны туралы кино түсірейік десек. Мысалы, еліміз сондай, сол уақытта біздің халқымызда үлкен төзімділік білдірді ғой. Үлкен қиыншылықтан өткерді. Біз сол ата-бабамыздың батырлығын көрсетсек, рухани жаңғыру ретінде нақты жаңғыртсақ, елімізде туристер де көбейеді. Еліміздің батырлығын мойындаймыз. Ата-бабамыздың алдындағы бір кішкене болсын борышымызды өтесек деген сияқты ғой енді. Ой, сіз ол туралы не айтасыз? Мүмкін бе? Бәрі де мүмкін. Мүмкін емес сат жоқ негізі. Бірақ ол қаншалықты керек емес, соны білу керек та. Енді ол біреудің істеген, маған айтып отырсыз ғой, осындай Крейг деген кісі жасапты, осындай сериал түсіріпті деп. Біздің жалпы мына қазір Қазақстанның орналасуы Орта Азиядағы ең үлкен мемлекетпіз ғой. Ол егер де мысалы Netflix сияқты или немесе басқа бана платформалық компаниялардың ұсыныс жасау арқылы осындай кино түсіру ойда болатын болса, ол қиындыққа соғуы мүмкін. Себебі біздің бана айтып кеткендей азбыз бұл регионда. Жалпы бұл регионды бірінші о жаққа қызықты қылып көрсету үшін, манағыда айтып кеттім ғой, нормальный Димаш сияқты, Джеки Чан сияқты бір тематикалар болу керек та, тұлғалар болу керек. Бұл ел, мемлекет өзі бір қызықты болу керек. Несімен? Ол мысалға, қалай айтсам болады, біздің Семей полигоны Дубайдағы Бурж Халифа сияқты популярный емес та.
ойбай мына семей полигон, осы жаққа бару керек, көру керекпін дейтіндей бір. Сол үшін бір популяризация жасау керек та. Мысалы Дубай несімен алып кетті? Қала. Не үшін ол жаққа миллиондап халық барады? Себебі олар банағы ойға сыймайтын үйлер, зәулім үйлер сала бастады. Теңіздің үстіне банағы пальмовый остров салды. Жердің пішінін, материктердің пішінін салды. То есть айта берсе көп та ол жақта болған нелері. Осы азғантай уақыттың ішінде, 20-30 жылдың ішінде, по-моему, осындай дүние жасап тастады. А біздің Қазақстан 30 жылда қандай жетістікке жетті? Біз өз-өзімізге тек жетістікке жеттік деп мақтана аламыз, өз-өзімізге. Бірақ басқа мемлекеттерге көрсететін ештеңеміз жоқ. Бана айтып кеткен ғой енді. Экспо деп жасадық. Экспомыз шайып кетті бай айтқанда. Ешқандай пайдасы тиген жоқ. Ал енді ішімізде, мемлекетіміз ішімізде ештеңе болмай жатқаннан кейін, мысалы енді айта алатын бір дүниелер, ол Димашты айта аламын, болды. Ол ықпалын тигізген, септігін тигізген қаншама мысалға фанаттары дейікші. Мен Димаштың концерттерінде болдым, Астанада концертте болдым. Сол кезде әр елден, түкпір-түкпірінен қаншама бана фанаттар келді. Астанада концерт үшін. Қыста еще, қақап тұрған қыс қой. Анау стадион, қай стадион? Бар стадионы ма? Соның ішінде трибуналарын санамағанда, тұрып тұратын не бар ғой? Стоящий алдында тұратын, сол лық толы болу, ойлап қараңдаршы. Осындай дәрежеде бір біздің мақтанатын бір неміз болу керек та Қазақстанда. Айта беретін болса, Байқоңыр бар, ең бірінші космодром, дүние жүзіндегі ең бірінші ұшқан адам, жалпы бірінші ұшқан ракета осы біздің Байқоңырда болған, Қазақстан. Тарихты айтатын болсақ. Ондай көп бізде тарихта. Бірақ оның барлығы басқа елге қызықты ма, қызық емес па? Банағыдай ақша салатын Netflix сияқты олар өздері ақша жұмсайды ғой. Оларға қызықты ма, қызықты емес па, сол маңыздысы. Қызықтыратын басқа да моменттер бар да. Бана айтып кеткендей. Өзіміз жасау керекпіз да ол нәрселерді. Сіз не дейсіз? Түсіндім сұрақты, мәке. Мен бірінші былай ойлаймын, мынау HBO болсын, жаңағы Netflix болсын, тағы да басқа шетелдік, әлемдік танымал стриминг алаңдар Европаның өздерінің мәдениеттерін, жалпы батыс мәдениетін соңына дейін қағып, сығып, соңғы тамшыларына дейін уже жаңағы идея тұрғысынан, сценарий тұрғысынан, история, тарих барлығын сығып бітті. Енді аз-маз әлі бар кішкене. Анау джинсидің басын бітіп, әлі тағы да бітіп сықса негізі шығады. Бірақ дегенмен олар идея тұрғысынан, оқиға, история тұрғысынан, мәдениет тұрғысынан сарқылып жатыр да. Оларға жаңа потенциалы мықты алаңдар керек. Ол алаңдар бірден бір алаң, ол Орта Азия. Тек Орта Азия ғана емес, араб мемлекеттері бар, жаңағы Тынық мұхит мемлекеттері бар. Бірақ дегенмен мынау көшпелі мәдениеті әлі күнге дейін адамзат тарихына қызық. Сол себепті олар бізге, мен енді 2020 жылы бұл мақаланы оқығам, сол әлемдік стримингтік мықты кино компаниялар мен мықты кино продюсерлердің барлығы осы Орта Азиядан, яғни көшпелі мәдениеттен жаңа оқиғалар іздеп жатқан. 2020 жылы болған бұл оқиға. Пандемияға дейін 2019-да енді кішкене анализ жасады, бірақ 2020-да ана мақаланы жариялады. Сонымен мен айтқым келіп тұрғаны, Ақсақ темір. Бірінші дұрыс, Өзбекстанда Ақсақ темір ол фильм, сериал. Ал Қырғызстанда жасап отқаны ол документалды фильм. Бұл деген сөз, олар бізге аяқ басып қойды. Олар бізге көз тігіп еді, олар өздерінің идеяларын уже бізден историялар іздейді. Біздің менталды оқиғаларымыз, біздің батырларымыз, біздің тарихи оқиғаларымыздың барлығы менің ойымша енді алдағы бір 5-10 жылда сол әлемдік стримингтік алаңдардан біз әлі көре аламыз. Бірақ мен бұл нәрсе қуанышты жаңалық па, қуанышты емес, бұны білмеймін. Бірақ мен мына нәрсені әлі күнге дейін өзім түсіне алған жоқпын. Қазақ халқы әлі күнге дейін біреудің мақтағанын, біреудің сырттан келіп пікір айтқанын, басқа жақтан бір қолдау ма, бірдеңе болған біз қатты ұнатамыз, біз соған мұқтажбыз. Неге екен әлі түсінбеймін. Кішкентай кезден жаңағы білмеймін,
бес алған кезде жаңа басынан сипаған сияқты, біреу жаңағындай медаль алып келген кезде біреулер мақтаған сияқты, біз анау мақтауға қатты зәруміз. Сол себепті де бұл біздің ұлттың комплексі сияқты, менің ойымша. Бұл ұлттың комплексі анандайдан басталады. Мысалы, кез келген кино саласына маманнан сұрасаң, мен или білмеймін тілек айтса ма, немесе бір-біріне қолдау білдірсе ма, Оскар ал, Оскарға жет деп айтып жатады да. Бірақ мен неге екенін түсінбеймін. Оскар әрине ол әлемдік деңгейдегі мықты номинациялардың бірі, бірақ ол американдық кино номинация. Американдық да. Біз Америкаға барып, американдық номинацияны алуымыз керек. Сол кезде біз мына жақта жақсымыз деген сияқты ой неге тұрған әлі күнге дейін түсінбеймін. Біз өзіміз тұрақты контент өндіре алатын деңгейге неге жете алмаймыз? Неге өзімізден алатын пікір, өзімізден алатын мадақтар неге бізге жетпейді? Неге біз сырттан алып кеп қана Қазақстанға қайттан келу керекпіз деген менде ой тұр да. И сол себепті мен былай ойлаймын. Негізі ол әлемдік стримингтік кинокомпаниялар болсын, стримингтік алаңдар болсын, номинациялар болсын, олар емес. Біз Қазақстанды өздері тұтынатындай бір экожүйе құрып, сол жерге көбірек мықты контентті сол жерге өндіру керекпіз. Себебі ол халықтың ауызбіршілігін, бір-біріне деген бір рухтық, патриоттық сезімдерін негізі сол кезде оянады деп ойлаймын. Өзіміз қамтамасыз еткен кезде ғана. И сол себепті мен мысалы жаңағыда айтып жатады, біз Netflix-қа шығуымыз керек. Мен почему-то ондай нәрселерге ұмтылмаймын. Ол мен білмеймін, енді менікі бәлкім дұрыс емес шығар. Менің бәлкі ойым әлі күнге дейін жас баланың бір максималды әшейін бір сандырағы шығар. Бірақ менің ойым, қазіргі ойым осындай. Жақсы. Енді басқа сала жөнінде, мысалы Screen Life деген кино тип дейміз ба, кино тіл дейміз ба. Screen Life деген бар. Ол Any Up деген аналитикалық компания зерттеу жүргізген. Зерттеу нәтижесі бойынша адам күніне 4 сағат 46 минут экранға қарайды екен. Мейлі ол телефонның экраны болсын, мейлі ол лаптоп или ноутбук. Сонда осы жақында Screen Life деген банағы түсініп тұрсыз ғой, Тимур Бекмамбетовтер түсірді, тек экранда болатын кино сияқты да. Убрать из Дурейсей деген кино шықты, профиль. Сонда ондай киноны Тимур Бекмамбетов айтады, 10 күн ішінде түсіріп шықтық дейді. Оның монтажы оңай, оған қаржы аз кетеді. Бірақ ол бана кинолар арқылы бана буллингті қарастырып өтті. Бана профиль деген кинодағы вербовка в Сириус оны қарастырып өтті, көрдіңіз бе? Сондай Screen Life деген нәрсенің бізде Қазақстанда болашағы болуы мүмкін бе, қалай ойлайсыздар? Мен осы Screen Life бағытын бастаған кезден кішкене зерттеп қарап жүрген жандардың бірімін. Screen Life бағыты жалпы Қазақстанда әлі көп қолданған жоқ бұл кинотілді. Бұнымен көп фильмдар немесе сериалдар әлі шыққан жоқ. Бірақ дегенмен мен бұл кинотілдің болашағына кәміл сенем. Өйткені біз қазір жаңағы переписка болсын немесе әлеуметтік желіде отқан жаңағы әрекеттеріміз, комментарий жазғанымыз, біреуге репост жасағанымыз, сторис жүргізгеніміз, бұның барлығы біздің өзіміздің тікелей характерімізді немесе өзімізді көрсетеді. Яғни енді сондай өзіңіз айтқандай 4 сағат отыратын болсақ, бұл сол арқылы біз керемет жақсы историяларды біз жеткізе аламыз. Ол бір. Екінші, бұл тілдің жақсы жері, бұл көрерменмен қазіргі енді бүкіл Z ұрпақ болсын, қазіргі кез келген адам енді телефонды қолданады. Сол себепті телефонда болып жатқан нәрсені ол экраннан көретін болса, яғни фильм ретінде өзі WhatsApp'ты қолданып жүр, Instagram'ды қолданып жүр, сол нәрсені фильмнен көретін болса, ол тікелей оған әсер етеді деп ойлаймын. И сол себепті мен бұл тілдің әлі болашағына, Қазақстанда әлі мен көрген жоқпын бір жақсы Screen Life. Сәлем social медианы түсіргені болды карантинда. Ол бір, содан кейін енді ол кезінде Юфрейм болған кезінде бір қысқа метр болды, 13 минуттық. Ал одан басқа мен жақсы Screen Life бағытында түсірілген фильмдер әлі көрген жоқпын. Мен негізі сөзіңіз аузыңызда осы Screen Life бағытында жаңа осы подкастқа дейін айтқан әңгімемді түсірсем ба деген жоспар бар.
сіз енді былай жоқ енді байқамаған сияқтысыз ғой. жоқ, мен түсініп отырмын не туралы екені. Ол да бір енді жанр деп айтсақ болады, бағыт деп айтсақ болады. Бұл да бір стиль ғой, осындай түсірудің. Айтып кеткендей, оны көп жанр көп. Бірақ ол менің ұнататын нелерім емес та, ол направление емес, бағыт емес. Ондай киноларды да көп қарамайды екенмін. Бірақ енді дамиды деп жатыр. Жалпы ол әркім өзі не қалайды, соны істегісі келсе істейді оны. Мысалға осы бағытта жасағысы келетін адам осындай кино түсірем қазір, осындай жетіспейді біздің Қазақстанда, осындай түсіру керек, осындай киноны бір жаңалық ретінде қабылдап жасап көруге болады, оны сөйтіп түсірсе де болады. Бірақ енді білмеймін, мен енді жалпы киноны тарихын алатын болсақ, енді қандай кинолар қазірде де, бұрында да, оның алдында да қандай кинолар көрермен көп қарайды статистика бойынша. Ана скрин дейтіндер, олар енді жаңадан шығып жатқан бір нелер ғой. Мысалы стиль деп айтсақ болады да, стильді түсіру стилі. Ол енді болашақта мүмкін бір қарқынды дамып кету мүмкін да, осындай стильде кинолар. Бана енді осы Шыңғыс өзінің идеясымен Қазақстанда ең бірінші сондай кино түсіру мүмкін. Бірақ енді әзірге ол ондай кинолар бір қатты бір сұраныста деп те айта алмаймын. Жастар, возможно, жастар бір определенный бір процент жастар қызығатын бар ондайға. Бірақ енді бір андай бір әр нәрсеге үйтіп тоқтала беретін тақырып емес. Жалпы если кино тілімен алатын болсақ. Енді бұл анағыдай әр нәрсеге де сұраққа ответ болады дегендей, оны ответ қылып, оны жауап қылып бүйтіп айтуға болады ниет. Бірақ қызықты емес та ол. Қазіргі уақытта ол қатты қызықты емес ол. Менің ойымша. Жақсы. Енді тағы бір, сіз енді өте жақсы білетін тақырып шығар деп ойлаймын. Сұрақ. Осы бір мақала оқып қалдым. Бұрынғы ұлттық киноны қолдау орталығының төрағасы болған адам Андрей Хазбулатов деген кісі ғой деймін. Сол кісі айтыпты, Қазақстанда кинематограф бар, бірақ киноиндустрия жоқ деген. Соны түсіндіріп бересіз бе? Мен өзім былай ұқпадым, ол қалай? Кинематограф бар деп тұрған ол адамдар. Мышлениясы бар, осындай кино түсірсек, идеологиясы бар адамдарды айтып отыр да. Бана айтып кеткен бір 50-100 шақты адам ғой примерно. Мен жасаймын, осындай кино берші, көмектесші маған, ақша берші деген сияқты, или мүмкіндік берші дейтін, ол кинематография да, мысалы, ол бар. Киноиндустрия дейтін ол банағы мүмкіндік жоқ та бізде. Ол не? Киноиндустрия дейтін ол мысалға Голливудты алайық. Голливудта бәрі бар. Анау Лос-Анджелесте ма? Голливуд деген жазу бар ғой. Сол жерде бұларда бір городок бар да. Үлкен городок бар, павильонға бөлініп тастаған. Әр павильонда әр түрлі тематикада, оның ішінде бүкіл декорациясы бар. Қала бар даже. Бізде мысалға съемка түсірейік десек, бір қаладан разрешение алып та, мысалы Аль-Фарабидің бойында түсіріп қара, сен түсіре алмайсың. Ана жолын бәрін жабу керек болады онда. Ал ол жақта кино индустрия инфраструктурасы бәрі қалыптасқан да. Сен кино түсіретін білсең, болды, ана бір көшені алдың, ешкім мешет етпейді саған. Сен ана бүкіл массовканы да әкелдің, актерлерін да әкелдің, бір павильонға отырдың, техникасы бәрі соның ішінде, самолеты керек па, вертолеты керек па, жарыласын ба, бірдеңе істейсің ба, не істеген келеді, соның бәрі соның ішінде бар. Бізде ондай мүмкіндік жоқ. Бізде самолетті түсіру үшін Эйр Астанаға звондаймыз. Осылай Эйр Астана бізге самолет керек еді, там ішінде бір эпизод осылай деп, қанша теңге тұрады деп жалынып жүреміз да мысалға. Ондай бізде декорациялар жоқ даже. Мүмкіндік жоқ ондай түсіретін. И то ол бір қазақ фильмді алайық. Қазақ фильмді. Ішіне кірсең, анау соғыстан кейінгі қазақ фильм сияқты. Ішіне кірсең бар ғой. Анау ішіне дейтін мүмкін емес. Біздің индустрияның орталығы деп айтуға да ұяласың бар ғой. Басқа елде мемлекеттен келеді ғой мысалға. Көп қызығушылар көп. Египеттен келіп кино түсіргісі келетіндер бар. Мысалға Джеки Чанның өзі де кино түсіргісі келген ғой Қазақстанда. Ана бір киносы, қай киносы, Доспехи Бога ма екен, өзінің командасын Қазақстанға жіберген да, қараңдар локациясын, келе ма келмей ма деген. Сол минустары көп та біздің елдің. Ол банағы енді 4 мезгілдік біздің өзіміздің табиғатымыз бар.
уақыт мысалға үлгермей қаласың да. Біз не үшін жазда түсіреміз киноның барлығын? Жазда, көктемде түсіреміз. Күзде, потому что жапырақтардың бәрі сарғайып түсіп, қаланың көркі кетіп қалады. Ол уже басқа стильді кино түсіру керексің ол кезде. Қысы мысалға бораған, салқын, мысалы далалыққа барып түсірейін десең, ауа райы құбылмалы, жаңбыр жауады, бұлтты болады, не болады, оның бәрі картинада көрінеді да. Сол үшін көп мына басқа елдегі нелер, кинокомпаниялар біздің елді таңдамайтын сол да, негізі. Сол сияқты бізде инфраструктура жоқ. Міне тағы да бір не проблеманың бірі. Осыған қазақ фильм осы тәуелсіздігіміз алғаннан бері келе жатыр ғой. Бірде бір не істетті ал? Вау дейтін бірдеңе жасады ма ішіне? Салған декорациясы өртеніп кетті. Осыдан 2 жыл бұрын қамал салды ғой. Сол қамал өртеніп кетті. Ал клин сондай бірдеңе болып жатқан бірдеңе да бізде. Күшті болып бір дамып, ана қазақ фильмінің ар жағындағы жерлерін бәрін выкупать етіп, ана жерге павильондар салып қырғында, ішіне бана самолеттің макетін бәрін салып, вертолет, ана жерге көше салып, ана жерге бит бәрін дайындап қойшы. Оған көп ақша кетпейді. Ана жыл сайын кетіп жатқан ақшадан азғантай ақша кетеді. Болды. Дайындап қойдың. Одан кейін әркімге бере бермеу керек ол жерде де. Ол нағыз кино түсіріп жүрген, нағыз сценарийсі мықты. Ол да бір неден өту керек та, андай комиссиядан өтіп, не кино бұл, қандай кино, қандай несі бар, болашағы бар, бәрін зерттеп, все, міне, без проблем алыңдар мына жерді. Сіздерге үкіметтен міне осындай поддержка деп жасалынса, вообще күшті ғой. Өзімізге де уже сценарийге қосасың да сен. Так, сценарийге мен қазір мына жерге самолеттің ұшқанын көрсетем, одан кейін самолеттің жарылғанын көрсетем, тағы бірден көрсетем деп. Мен мысалға соңғы киномда «Миссия выполнима» деген кино түсірдім. Бір однотипный кино түсіре бермейікші. Бір басқа бір бұрын соңды бір Қазақстанда болмаған оқиғалар түсірейікші дедім де. Сол кезде бір таныс арқылы орталық стадион, бізде футбольный стадион бар ғой, соны алғанмын. 2 күн сол жерде съемка жасадық. Енді «Миссия выполнима» деп өзі киносы айтып тұр ғой, бір андай бір боевик, бір атыс кино да. Сосын финальный не ғой енді. Сол жерге мен ананың ішін халықты толтырам дедім. Енді ол жерде 30 мың халық әкеліп қоймайсың ғой, оның графикамен толтырамыз дедім. Оған проблема жоқ дедім. Ол жерде футболисттер ойнау керек, футбол болып отыр, үлкен матч болу керек. Ана бір американдық кинолардағы бір завершение хотел бар ғой. Бір қандай, бәрі жарылып. И сосын төбесіне вертолет ұшып келсін дедім да. Вертолет ұшып келеді. Ана коронавирустың темасы ғой. Сол жерде халықтың специально халықты жинайды да, сол жерге барып уды шашады. Ана антагонисттің несі ойы ғой енді. Сөйтіп сектедім. Вертолеттің макетін жасатып, біздің Алматыда вертолет ұшқызбайды екен. Мен ойлағам ғой, вертолетті алып қазір ұшырып алып келем де, астынан түсіріп алам деп. Мен ол вертолет болмайды. Клин ограничение бар да бізде. Анау болмайды, мынау болмайды. Кино түсіріп жатсыңдар ғой, хорошо, давайте бір вертолетті разрешение берейік. И так-та анау МЧС-тің, ИЧС-тің вертолеттері ұшып жатыр ғой. Неге осындай кезде бермеске деген сияқты да, разрешениені. Оказывается, болмайды екен. Сосын оның макетін жасаттық графикамен. Ол вертолетті ұшырып алып келдік. Сосын ана ушашайын өткен кезде астан келеді де, қуатқа метіп келеді де, ана ататты. Ана вертолет ұшып, ана халық дейтін тарап, ана жерде үстіне адам құлап жерге құлайды. Жерге құлаған кезде өшім өледі. Сондай кино қылып жасағым кетті. Голливудтық стильде ютубқа болсын, басқа стриминг каналдар шығып жатса, сол жерден көресіздер енді. Анау кино ұялмайтын кино мен өзім түсірдім. Өзім айтыр, өз-өзіме андай довольныймын да, осындай кино түсіргеніме. Қорықпай көрейінші де, осындай кино түсіріп көрейінші деген. Ал сол инфраструктураның жоқтығына біз өйстіп не істейміз да, ограничение бар да бізде. Ал сол бана айтқан тұжырымның мен келісетім сол. 30 жыл болды, ешқандай өзгеріс жоқ бізде. Ешқандай өзгеріс жоқ. Тек бана өзіміздің басымызда воображениемен түсіріп жатырмыз да, қолдан келгенше ол. Банағыдай үлкен жобаларды айтып отырсың ғой, Marvel сияқты, ол одан да банаға айтып кеткен 10 есе, 100 есе не керек та оған? Мүмкіндік керек. Команда, қаражат, разрешение, барлық жағынан. Мысалға деймін да, «Миссия невыполнима» киносын алайық. Том Круздың. Бәрін білеміз ғой, қанша несі бар. Дубайда түсірді да мысалға. Дубайда. Бурж Халифа деген анау 148 этаж, 163 этажды ғимаратта түсірді.
анау сол кезде мана привлекать ету үшін ғой Том Круз келіп біздің Дубайда киносында паш ету керек, елге көрсету керек деген оның өзінің Дубайдың правительствоның идеологиясы болды да. Сол кезде айтты, не істейміз, не керек сендерге, бәрін береміз деді. Том Круз айтты да, мен мына ненің үстінен терезені алып тастау керекпіз деді. Үлкен жабысып тастаған мынандай терезе ғой, соны алып тастау керек, мен соның үстіне жүгіру керекпін деді. Мысалға да, ойға сыймайтын нәрсе ғой. Алды, все хорошо деді. Ана бүкіл біткен қанша 30 квадрат терезені алып, ана жерге крандары қойып, бәрін вертолетпен бәрін түсірген сондай. Ана несін фильмесін көрсең бар ғой. Датта ол сондай разрешение берген да. Қаланың бәрін жауып, сен не керек көрсетіңдер, қаланың барлық жерін көрсетіңдер. Потому что біздің промо неміз ғой, пиар. Біздің елден пиар етіп жатырмыз біздер. Кино арқылы бүкіл дүниежүзі көреді. Осы киноларда көріп, мен кеше осы жақында барып келдім Дубайға. Форсаж 9 ба түсірген жерлермен жүрдім да. Мысалға, ол киноны көріп, мен сол форсажды осы жерде түсірді ғой деп, мен сол жүрген баспалдақтармен жүріп, өзім бір андай сезініп қалдым да. Абу-Дабида форсажды түсірген екен. Прямо ана зданиядан зданияға машина дейді ұшып, ана здания кіріп кетеді. Сол зданияны көрдім. Ол да бір не болып қалады, естелік болып қалады халықтың басқа елде көрген көрермендердің. Сол сияқты біздің де Қазақстанда осындай мүмкіндік беру керек. Джеки Чан кино түсірем деп тұр ма? Бер мүмкіндікті. Ешқандай налог болмасын. Наоборот, бізден не керек? Бәрін берейік сендерге. Түсіріңдерші біздің Қазақстанда деп бар ғой. Сөйту керек та. Жоқ, бізде наоборот налог, мынандай ақша бәрін грузить етіп кетті да, мысалға. Одан кейін кім келгісі келеді бізге? Вот сондай вопростар айта берсе көп та оны. Тоқталатын нәрселер көп оны. Маған сол ұнамайтын осы. Бәріміз Қазақстан 2030-да 30 елдердің қатарына кіреміз, мынау деп өтік программаларды айта береміз, бірақ ешкім ештеңе істеп жатқан жоқпыз да. Просто тегін беріп қойшы, тегін. Ол жерде ақша шығарудың да қажеті жоқ. Астанаға келде бір кино түсіріңдерші. Барлығын сендерге қаланы полностью жауып тастаймыз, карантин қыламыз да, ешкім жоқ болады қалада. Сендер алып келіңдер, зомбиларны да әкеліңдер түсіріңдер деген сияқты. Сондай кино түсіріңдерші десе, вот это другое дело да уже. Осындай подход болмағасын біздер әлі отырмыз да, 30 жылда ана жаңа Қазақстан деп әлі отырмыз. Креативке бөлу керек. Көмектесеміз. Что ты хочешь? Келші, Тимур, там кімсің, тағың бар, Шыңғыс, келші, қандай идеяларың бар? Жинайықшы бәрін істейікші дейтін болса, осы кезде бейтіп тұрып уже дайындаламыз да. Айта бергім келіп тұр көп, но Керемет. Уақыт дейтін не болып тұр. Шәке, қосарыңыз бар ма? Иә, мен аздаған негізі дұрыс айтып отыр. Енді индустрия жоқ деген, жалпы нарық жоқ болып тұр ғой бізде. Енді мынау кішкене енді бәрібір сол Ресейге немесе Батысқа, Америкаға солардың тәжірибесіне бәрібір сүйенеміз ғой. 2011 жылы қателеспесем гильдия сценаристов, жаңағы сценаристердің одағы Голливудта кәдімгі митингқа, протестқа шыққан. Біздің қаламақыны көтерсін деп, өйткені біз киноны жасап жатырмыз, сценарий болмаса кино да жоқ деген сияқты ұрандармен шыққан. Сөйтіп жаңағы кино индустрия барлығы бірлесіп, келісіп қаламақыларын көтерген. Енді бұл жерде гильдия деп айтып тұрған кішкене жүйе ғой енді. Енді жүйе мысалы жаңа Тимур мырза айтқандай, кез келген адамға бұл жаққа кіріп кете бермейтіндей, кез келген адаммен жаңағыдай жұмыс жасасып кете бермейтіндей бір жүйе болмай тұрғаны. Мысалы, мен енді өзім сценаристер атынан айтайын, бізде ешқандай бір нарық жоқ. Ешкімнің қаламақысы қанша екенін білмейсің. Бір 10 мың теңгеден бастап, 1,5, білмеймін, 10 миллионға дейін қаламақылар жүре береді. Ол оған лайық па, лайық емес па, қанша титрі бар, әркім әрқалай енді ол жерде. Ал жаңағы енді Голливудты айтамыз ғой әрине. Сол жақта гильдия сценаристов, ол одақ. Ол жерде саған әуес қой деген сияқты жаңағы өздерінің нелері документтері болады. Кәсіби, эксперт, мастер деген сияқты олардың ара жегі бөлінеді. Одан бөлек олардың қаламақылары нақты белгіленеді. Мынанша. Олардың егерде продюсер алдап кетсе, немесе режиссер алдап кететін болса, олардың құқығы қорғалады. Сол сияқты бұл гильдия тек сценаристерде ғана емес,
Бұл режиссерларда да, актерларда да, продюсерлер бәрінде бар да. Енді сәл жүйеге құрылған болып тұр ғой. Сонда мысалы мен осы жақында ғана сол жағдай болды бізде. Бір продюсер деуге келмейтін шығар, бір бизнесмен бір ең мықты жаңағы сценаристті алып келші маған деді да. Мен білмеймін, бізде ондай рейтингтер жоқ. Мен өзім танитындарымды айтамын, енді мына кісілер бәлкім солай шығар деп өзім ғана не бердім. Сол кезде айтып отыр да, міне опыты мынанша, опытный бар ма сценарист, тәжірибесі мықты, берші, мен ақшасын аямаймын, берем деген сияқты. Сол кезде таба алмай қалдық. Енді айттық міне мыналар деп. Бәлкім келіскен шығар. Бірақ дегенмен сол жағдай маған әсер еткені бір жаңағы одақтың немесе бір ұйым ба, әлде бір бірлестік па, оның болмауы. Продюсерлер, қандай продюсерлер бар деген кезде де бір айта алмай қаласың. Мына кісілер бар әрине, бірақ осыдан артық жоқ па деген сияқты. Ал енді нарық болатын болса, кішкене бөлуге болады ол жерде. Так, сен романтический комедия түсірген жатсың ба? Онда саған мынау сценаристер керек, мынау актерлар оған керек деген сияқты. Немесе мынау режиссерлар оны жақсы түсіреді деген сияқты. Аз-маз бір жүйенің болмауы, жаңа нарықтың жоқтығы бізде енді. Бірақ енді оның бір проблема көруде кішкене білмеймін, дұрыс емес шығар. Әр нәрсе органикалық түрде өзі келу керек, эволюциялық жолмен деп ойлаймын. Жайлап оған да келетін шығармыз. Жаңағы Тәкең айтқандай, мына жаққа вертолет қондырамын деген кезде болды дейтін бір келетін шығар бір соған да. Енді уақыт тамам болып жатыр. Енді соңғы сұрақ қояйын. Үлкен рахмет келгендеріңізге. Жалпы кинопедагогика деген нәрсе бар ғой. Мысалы тарих бойынша 1909 жылы Мәскеуде кинотеатр учебно-просветительских фильмов деп келеді. Киношкола, киноклубы, кинолицей деп сөйтіп ашылды. Кинокружоктар пайда болды дегендей ғой. Енді біздің подкастты көріп жатқан болашақ киноға қызығатын адамдар болса, шәкірттер болатын болса, сіз енді бір өз ой түйініңіз айтсаңыз, бір ақыл кеңес берсеңіз, мәңгі жадында қалатындай. Енді өз түйін сөзіңізді. Жаңадан келетін киноға қызығатын жас буын болса, оларға енді айтатын, мен өзімді бір үлкен бір осы кино саласында бәленбай жыл жүріп, атақ құсап, айтпай қойын. Мен де осы кино саласына келгеніме 3-4 жыл болды негізі. Бұл менің арманым болған. Өзім бір продюсер болып, өз киномда өзім актер болып, ешкімге жалынбай, кастингтерге барып, біреудің алдына барып, жығылмай, өзімді өзім көтерейінші деген ниетпен мен осы Алматыға келіп кино түсіремін деп адамдармен сөйлесіп, кинотеатрдың адамдармен араласып, барлықтарының әрқайсының ойын, поддержкасын біліп алғаннан кейін мен осы кино түсіруге келдім. Енді ол әркімде әртүрлі болады ғой. Біреулер мысалы мен сияқты келуі мүмкін. Біреулер өйстіп кинода массовкада жүреді, тағы да бірдеңеде көмектесіп жүріп, или сценарист болады, или тағы продюсер болып, режиссер болып көтерілуі мүмкін. Жалпы қандай да жағдай болмасын, егерде бұл сенің арманың болса, сен ең бастысы сен осы нәрсені, осы затты жасай алатыныңа сенімді болсаң, онда сен ешкім тоқтатпау керек. Сенің айтқан сөздерің, сенің ойлаған сөздерің невозможный болу керек та, андай. Қасындағы достарың саған сенбеу керек. Не айтып тұрсың деген сияқты нәрсе болу керек та. Мен білмеймін, менде сондай болды да. Мен кино түсірем деген кезде мен уже примерно так жоғарда отырдым да, өзімді елестеттім мен. Сондай болу керек та, адам өз-өзіне қатты сену керек. Өзіне қатты сенсе, Алла көмектеседі оған. Жолыңды ашады. Міне, мынандай жолдар бар. Дұрыс адамдармен кездестіреді. Ең бастысы өзіңе сенімді жоғалтпау керексің. Мен мысалға айттым ба, мен продюсер болам, мен киноға түсем. Келдім, сразу кино түсірген жоқпын. Артистерді продюсер еттім, бүйттім, сөйттім, адамдармен таныстым, уақыт керек оған бәріне де. Танысып, сөйтіп келген кезде ол артистерім кетті. Одан кейін киноға келдім. Кинодағы адамдармен таныса бастадым. Ол жерде қырғын режиссер, оператор, қаншама кездесулер, қаншама договорлар да мысалға.
қаншама адамдармен, сценаристтермен бәрімен кездесіп, оның бәрі опытта алып келген кезде міне осының барлығынан өту керексің да, көру керексің, қорықпау керексің. Ең бастысы осы. Мен мысалға айтып отқан бана возможныйларға айтып отырмын да, мысалы Джеки Чан сияқты мен дүние жүзіне шығам деп отырмын да. Смело айтып отырмын. Ол болса болады, болмаса болмайды. Ол жерде мен бір жерім қисайып кетпейді. Ол лучше мен айта салайын оны. Оны жасырып біреуден ертең ұят болып қалады, біреуден естіп отқаннан ғой. Лучше мен айтам, болмай қалса болады, болмайды. Но егер де мен осы болмай қалады ғой, мен айтып қойдым ғой деп өзімде бар ғой, жетелейтін болсам, мен солай болғам өзім. Мен біреуге айтып қойдым ба, досым айтып қойдым, әлде ағайындарым айтып қойдым, жан жақтарыма бәрін айтып қойдым. Егер де мен осыған жетпесем, күлкіге қалам деймін де, өзім соған дейін до конца жүрем да. Мысалға, менде сондай идеология өзімде. Мотивациям сондай менің. Мысалға, мен осы кинома Темучинге Джеки Чанды шақырам деп отырмын киноға түсуге. Оны мен кино түсірмей жатып айтқам. Оны Джеки Чан біліп жатыр ма, біліп жатқан жоқ қой, білмеймін. Ол неге айтатынын да білмеймін. Бірақ осы киноға мен Джеки Чанды шақырам деп отырмын. Қазір Алла қаласа монтаж жасап отырмын. Бүкіл мына трейлер дайын болып, бір письмомызды әдемілеп жазып, оның менеджерлерінің бәрін, номерлерін бәрін топ қойған уже. Адам ізденсе табылады да негізі. Мана сен айтқандай 0 теңгеге түсіруге болады дегенде, мен де сол қазір арманым, тағы арманға арман қостай береді ғой. Мен осы ең бірінші өзім түскен кинома Джеки Чан бір эпизодында түсіп берсе, ол енді бомбаның бомбасы болады да бұл кино. Соған енді өте қатты сеніп жүрмін өзіме. То есть осындай сенімділікпен жүремін да. Ол түссе, түспесе түспейді. Но бірақ мен өзім айтқан сөз атылған оқ дейді ғой. Мен осы айтамын оны. Оны жасырып, ана пландарымды айтпа дейді ғой. Мен пландарымды айтамын. Мен бүйтем, сөйтем, қырам, жоям деп айтамын. Оны қырам ба, жоям ба, оны халық сол кезде біледі да. Вот осындай болу керек та адам. Мына келе жас буындарға да сондай болу керексіңдер. Мысалға, спонсордың алдына бардың ба, допустим, саған ақша керек та, киноға, проектіңе ақша керек. Сен ана көзің жанып тұр керек та. Мына кино дейтін мынандай болады. Ана жерден Джеки Чан мынаяқтан келеді, мынаяқтан анау келеді. Мына жерде бомба жарылады, вертолет ұшып келеді. Сенің айтуыңа сеніп қалу керек та. Мынау жанып тұр ғой деген сияқты. Ана сеніп кету керек та, ана отырған алдындағы адам. Вот сондай қылып сен айта алатындай дәрежеде болсаң, сенің алдында ештеңе қорқынышты болмау керек. Не айтатыным сол, қорықпау керексің. Өзіңді өзің жетелеу керексің. Сол кезде жетесің. Үлкен рахмет. Шәке, қосарыңыз бар ма? Енді мынау Тимур мырзаның жаңағы айтқан әңгімесі де, өз киноға келген тәжірибесі де өте жақсы кейс екен. Сіз туралы кино түсіретін шығармыз болашақта. Жақсы кейс екен. Енді осы жерден тағы бір ой туындап отыр. Қазіргі кино негізі өте мобильді, қол жетімді деп айтуға болады. Мен енді бұрындары солай ойлайтын, енді қазір егерде мысалы бізді көріп отқан кейбір жас әуесқой киноға қызығып жүрген, білмеймін, режиссерлар, сценаристер болатын болса, киноны бір қатты қиындатудың қажеті жоқ менің ойымша. Бір көп фильм көру керек, ол үшін көп кітап оқу керек, білмеймін, сценарий жазып үйрену керек, ана үйту керек, бүйту керек деген сияқты сылтаулардың барлығын алып тастап тек түсіру керек сияқты ол нәрсені. Себебі дәл қазір YouTube бар, дәл қазір Instagram бар. Әлеуметтік желіде кез келген адамды табуға болады, кез келген адаммен мәмілеге, келіссөзге келуге болады. Оны шығарып көруге болады. Ол шығарған дүниеңнен әрі қарай пікір алуға болады. Бірден YouTube-қа шығардың, ар жақта комментарий айтты. 10 комментарийдің 9 нашар дедім, жарайды. Келесін түсіріп көр, 10 комментарийдің 5-еуі болады. Сөйтіп әйтеуір бір жақсы дүние шығаруға келесің. Солай опытпен бұл нарыққа келе аласың деп айтқым келеді. Себебі мен бұрындары көп нәрсе ойлайтын. Ол ана кинематографистердің бірдеңелерін оқып алу керек, ананы көру керек, содан кейін барып дайын болып келу керек деген сияқты ойлайтын. Оказывается, ондай емес екен. Бұл жерде істің адамы көбірек бағаланады. Бұған дәлел Тимур мырза деп ойлаймын. Үлкен рахмет. Енді қоғамға, жалпы қазақ халқына, қазақ аудиториясына пайдалы сұхбат болды деп есептеймін. Сіздерге көп рахмет. Сау болыңыздар.